пранкты көрсетіп, приколды лақтырғанына емес. Сенің мама болуың, біл, еш уақытта маман болуға кедергі жасамайды. Ол адам саған жамандық жасағанда сен кешіре алмай қаласың да. Неге? Сен өзіңді сол адаммен ғана байлап қойғансың. Шешеміз алдап тұрғанын білет, бірақ алдап тұрсың ғой қызым деп айтамайды да. Бір баламның мама деген сөзінен ыстық нәрсе жоқ дейді. Жігіттер де әлі сол 20-ға келсе де 15-тегі баланың приколын айтып жүр дейді. Жер бетіндегі кедейлердің көп болғандығы байлардың жоқтығынан емес, пейілдердің тарлығынан болып тұр да. Қай жерің ауырса жаның сол жерде дейді. Қиянатқа сабыр қылып қырдың үстімен алшаң басып жүр дейді. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Қазір біздің екі өміріміз бар ғой. Біреуі күнделікті сүріп жатқан өміріміз, екінші интернеттегі өміріміз. Кейбір жағдайда интернеттегі өміріміз күнделікті өмірімізден гөрі бір красочный, жан-жақты болып кетіп жатады. Біздің әлеуметтік желі, социальный сеттегі суреттеріміз өмірдегі бейнемізден әдемірек болып жатады. Өкінішке орай. Мен енді мына масс-медиада телеканал басқарып отырғасын, әлеуметтік желіде миллиондаған адамдармен байланысып отырғасын, осы тақырыпта да бір әңгімелескім келеді. Себебі таң атады, күн батады былай қарасаң. Кеше ғана сейсенбі секілді апта басталып жатқан сияқты еді, ол да бітті. Бүгін міне жаңа апта басталып жатыр. Тағы да бір-екі есте қалатын ерекше оқиға өтеді да, бұл аптада жабылады. Не нәрсеге үлгеріп жатырмыз? Не нәрседен құр қалып жатырмыз? Қандай нәрсеге қаттырақ мән беруіміз керек еді? Осы аптада біз үшін қандай өкініш болды? Алдағы уақытта біздер не нәрсе күтіп тұр? Мінекей осы нәрселердің барлығы сіз бен біздер үшін өте маңызды нәрсе. Біз кейде байқайсыз, айнаға күліп тұрамыз, бірақ ішімізде бір нәрсеге өкініп тұрамыз. Қасымыздағы адаммен басқа нәрсе туралы сөйлесіп отырамыз, бірақ ойымызда басқа бір нәрсе жатады. Осының бәрі не себеп десек, мына сіздердің колледждеріңіздің өзінің аты айтып тұрғандай, адамның өзі тануына кеп тірелетін дүние көп негізінде. Өте аты жақсы қойылған. Сол себептен де менің де осы күнге дейінгі айтып жүрген нәрсем, адам өзін таныса, төңірегін таниды. Адам жаратушысын таныса, жаратылғандарды таниды. Жаратылғандарды таныса, маңайын қоршап тұрған өмірді таниды. Осы күнге дейінгі менің бір қол жеткен жетістігім болса, өзім таныған нәрседен бір сәттіліктерге қадам бастым деп ойлаймын. Ал өмірде бір қандай да бір қателігім болса, өзімнің орнымды білмей қалғандықтан, ойымда не бар екенін білмей қалғандықтан, өзімнің табиғатымды тани алмай қалғандықтан жіберген кемшіліктерім деп есептеймін. Сондықтан сіздер бақытты ұрпақсыздар, қандай тамаша, мынандай көркем ғимаратқа қарап, таудың етегіне қарап таңғалып отырып, анау Атыраудан, Тараздан, Өскеменнен, әртүрлі жерден адамдар осы Алатаудың етегіне санаторийға демалу үшін келеді. Осы былай қарай шықсаң 200 метрде санаторий, былай қарай шықсаң 500 метрде санаторийлар бар осы жерде. Сіздер сол санаторийда демалып қана емес, білім алып жатырсыздар, бүкіл жастық шақ өмірлеріңізді өткізіп жатырсыздар. Соған өте қуанышты болып, сіздерді көргеніме жүрегім жарлайын деп шын шаттанып отырмын, бауырлар. Бүгінгі сіздің айтқан насихатты өнегелі сөздеріңіз студенттеріміздің жүрегін елжіреткені анық. Осы орайда біздің колледж студенттері сізге өздерінің көптеген ойландырып жүрген сұрақтарын қойған екен. Экранға назар аударсаңыз, соның бірі мына жерде адамның ішкі жан дүниесін қалай тыныштандыруға болады дейді. Осы орайда ой бөлісе кетсеңіз. Ілгеріде жаугершілік заман болған, бір ауылды келіп жау шауып кетеді, ол ауылдың аман қалғандар аман қалады, өлгендері өмірден өтеді. Сонда бір қиян кескі кезеңдер бастан өткен ғой. Тіптен кейбір балалар төңкерілген қазанның астында қалып кетіп, аман қалған уақыттарда болған екен. Сондай бір жаугершілік заманда бір кісілер сауда жасап жүрген адамдар керуен жолмен келе жатса, бір ауылды жау шауып кетіпті. Жау шауып кеткен ауылда тірі адам қалмаған. Малдың барлығын айдап кеткен, үйдің бәрін өртеген, әйел бала шағаға дейін қырып тастаған. Сонымен жаңағы ауылдың үстінен бұлар қиналып, қасірет шегіп өтеді. Содан бір өзеннің жағасына келсе, сол ауылдан бір-ақ адам аман қалыпты. Бір-ақ адам аман қалған, қараса, бір 50-ді еңсеріп қалған, елі қасы болып қалған кісі екен. Өзімен өзі сөйлесіп отыр дейді. Жақындап кеп қараса, өзеннің суына
қоржынынан бір қатып қалған нанды алып, соны өзеннің суына жібітіп жеп отыр екен жаңағы. Бұлар жайлап келеді, енді шошытып алмайық деп. Жайлап келсе, жаңағы кісі мынандай сөз айтып отыр екен. Менің жүрегімде сондай бір тыныштық бар дейді. Сол тыныштықты анау ел билеген сұлтандар менен мың-мыңдап мал айдаған байлар білмейді ғой депті да. Менің жүрегімдегі тыныштықты олар білсе еді, соны менен тартып алу үшін маған қарсы соғыс ашар еді ғой деп айтып отыр дейді да. Сосын бұлар не тыныштық екен деп жаңағын жайлап кеп әңгімесін тыңдаса, тағдырына риза және болашақтан еш күдер үзбеген сондай бір байсалды қалыпте отыр екен да. Осыны түсіндіріп жатқан бір ұстаз айтады. Егер адам баласының дейді, жүрегі нұрға толып тұратын болса, ішкі дүниесі парасатқа, адамгершілікке, шүкіршілікке, қанағатқа толып тұратын болса, дүниедегі қандай қайғы қасірет оның басына түссе де, оның жүрегі тыныш болып тұрады дейді. Ал енді адам баласы керісінше керемет сән салтанатты ғұмыр кешіп, жеке самолетімен ұшып, шетелде не деген виллалары болып, теңіздің суына аяғын салып отырса да, ол рахаттан ләззат ала алмайды дейді. Неге? Себебі сол рахаттардың бәрінен ләззат алғызатын нәрсе адамның жүрегіндегі, ішкі дүниесіндегі тыныштық екен да. Сол ішкі дүниедегі тыныштық немен келеді десе, көп адамдардың шатасатыны материалды игіліктерді көбейтумен тыныш болам деп ойлайды екен. Керісінше байқасаңыз, қалтаңызда ақшаңыз көбейген сайын сіз оны тереңірек салуға тырысасыз. Оған портмоне аласыз, оның сыртынан қандай да бір сумка аласыз. Немесе ол сумканы бір чемоданның ішіне сап, чемоданды машиненің багажнигіне сап деген сияқты барынша оны қорғауға күш қуатыңыз кетіп жатады. Ал енді сіздің жүрегіңізде бір парасат, адамгершілік болса, сіз оны жасырмайсыз, керісінше оны паш етіп жүресіз. Сіз жүзіңізден күлкі шашып тұрады. Біреу кеп сізден, бауырым, жәрдемдесіп жібересің бе? Конечно, әрине деп сіз жүгіріп барасыз. Сонда мына сұрақта қойылып тұрғандай, адамның жан дүниесін тыныштандыратын не нәрсе десе, тыныштандыратын нәрсе ол біздің күш қуатымыз, немесе бір керемет үйде тұрғанымыз, қандай да бір ақшаларымыздың көп болған емес. Бірінші кезекте жүректі тыныштандыратын нәрсе бұл өмірге қалай келдік? Мына өмірдің мәні неде? Қысқа ғұмыр бітіп қалғанда ары қарай не болады деген сұрақтарға дұрыс жауап таба білген адамның жүрегі тыныштық табады екен. Мысалға, әрбір адам баласының тағдырында оның көретін жақсылығы, қиыншылығы, о баста қазақтың бір пешене деген сөзі бар. Пешенеңе жазылған дейді. Ей балам, қандай жағдай болса да пешенеге жазылғанды көресің дейді. 40 жыл қырғын болса да ажалы бар адам өледі, ажалы жоқ адам өлмейді дейді. Осындай бір бізді тыныштандыратын, бізді сабырға, байсалдылыққа шақыратын қазақтың өте көптеген сөздері бар. Оған бір мысал айтайын. Кейде біз неге жан дүниеміз тыныш болмайды? Неге біз шаршап жүреміз? Себебі тағдырымызға риза болмаған кезде, осы нәрсе менің тағдырымда жазылып тұр ғой, сондықтан осы тағдырымдағы қиыншылықтан достойный, яғни бір адамгершілікпен күрескен халде жеңіске жетейін деп ойламасақ, біз адамдармен тартысқан, таласқан күйде жүрегіміз еш уақытта тыныштық болмайды екен. Ол қалай? Бір подружкаңа қарайсың, сені бір көре алмай отқан сияқты. Ана досыңа қарайсың, саған бір тиісіп жатқан сияқты. Анау сені басынып жатқан сияқты. Анау сені өсектеп, анау сенің сыртыңнан сөйлеп жүрген сияқты. Бізді шаршататын нәрселер осы. Жүрегіңді тыныштандырмайтынды. Үйге келіп уайымдайсың, неге үйтеді? Мен оған жақсылық қыладым, ол болса маған бүйтіп жатыр. Мен оған өткенде былай жасап едім, ол болса маған сөйтіп жатыр. Ай, мен басынып жатыр ғой. Ай, мені көре алмай жатыр ғой деп, осы нәрселер ішкі дүниемізді шаршатады. Ал енді біздің әулие бабаларымыз керемет мынандай сөз қалдырған екен. Кім бұл дүниеде, мәңгілік дүниеде бақытты болады дейді? Кімде-кім кешке төсегіне жатқан кезде, сол күні өкпе реніштерінің барлығын ұмытып, таңертең оянған кезде, кешегі күннің өкпе реніштерінсіз оянса, міне сол адам толық бақытты болады деген екен да. Қиын. Біреуді кешіру қиын, біреудің положениесіне қыру қиын, ішкі дүниеңдегі көтеріліп тұрған намысыңды біреуге іштей жығып беру қиын.
Бірақ жүректің тыныштығы керек болатын болса, жан дүниеңнің тыныштығы керек болатын болса, осындай қоқыстардан, мусорлардан жүрегіңді тазартпайынша еш уақытта тыныштала алмайсың. Қараңызшы, сіздің көзіңізге кішкентай кірпігіңіз түсіп кетсе, кейде көзіңе кірпік түсіп кетеді, сол кезде сіз айта аласыз ба? Жарайды енді, қойшы, кірпік қой, кішкентай ғана кірпік, не істейді дейсің, ары қарай әңгімеңді жалғастыра берші демейсің ғой, тұра тұршы деп ананы алып тазалауға тырысасың. Кірпік кішкентай болса да, ол соған үлкен проблема жасап тастайды да. Көзіңнің ішіне кішкентай кірпік түскен кезде, саған мынау жарқырап тұрған күн, даладағы таптаза ауа, алдыңда пісіп тұрған тамақ, біреудің саған бүйтіп қол қусырып қызмет жасап тұрған ешқайсысы керек емес қой. Бірақ нәрсе, ана көздегі кірпікті алып тастағың келеді да. Жаныңа батып тұр. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде дейді. Тура сол сияқты енді қараңыз, сіздің көзіңізге кішкентай кірпік түскен кезде сіздің мазаңызды қашырып, өмірде бір жақсылық жоқ сияқты қылып жіберсе, ал сіздің жүрегіңізге бір реніш түссеші, сіздің жүрегіңізге бір жаман ой түссеші, біреу жайында күдік түссеші, оның бәрі сіздің жүрегіңізді ауыртпай ма? Ауыртады. Ал жарайды, сіз көзіңіздегі кірпікті бір нәрсемен алып тастадыңыз, жүректегі ауыртып тұрған, мазаңызды қашырып тұрған нәрсені қалай алып тастайсыз? Қалай тазалайсыз? Тағдырға риза болумен, өміріңіздегі жақсылықтарды ойлап, сол нәрселерді көре білуменен, жамандықтар қанша көп болса да, соны Құдайға тапсырып, ұмытып, жарайды, бопты, Құдайдан табады ғой, ештеңке жоқ деп, жаңағы қазақ айтпақшы, қазақтың философиясы керемет қой, Құдайға тапсырады. Жамандықты Құдайға тапсырады, ал жақсылыққа шүкіршілік етіп, соған қарай қадам басады. Әрбір адамның жақсылығы тағдырында тұрма, ол оны көреді, міндетті түрде көреді. Ал енді біреуге жамандық жасадыңыз ба, ол да айналып келеді. Сондықтан ілгеріде бір әулие дана бабамыз базарға кіріп кетеді ғой. Сонда базарға кіріп бара жатады, астында түйесі бар екен, сол түйесін базардың алдында тұрған бір жігітке ұстатып кетеді. Мынаны ұстай тұршы, мен базарға кіріп шығайын деп. Сөйтсе, қазіргі енді платный стоянкілер сияқты, ол кезде де түйені ұстап тұрған адамға бір ақша береді екен. 2 дирхам береді екен. Дирхам деген күміс, динар деген алтын. 2 күміс ақша береді екен жаңағы адамға. Сонымен кіріп кетеді, қайтып шықса, жаңағы ұстатып кеткен адам түйенің басындағы бас жібіне қызығып, соны ұрлап қашып кетті. Түйе бос жүр. Бұл кісі келеді да, түйесін қақпайлап үйіне дейін алып келеді да, өзінің қызметшісіне 2 дирхам береді. 2 дирхам базарға барып, ноқта сатып әкел дейді, түйеме. Сонымен анау барып, базардан қызметшісі 2 дирхамға ноқта сатып әкеледі. Ноқтаны көреді, таң қалады. Ой тоба деп таң қалады ана кісі. Қызметшісі айтады, неге таң қалдыңыз дейді. Мұны бағанағы ұрлап кеткен түйемнің өзінің бас жібі ғой дейді да. Соны қайтып сатып әкепсің ғой дейді. Сонда сіз соған таң қалып тұрсыз ба деген, жоқ, мен оған таң қалып тұрған жоқпын дейді. Енді не нәрсеге таң қалып тұрсыз дегенді айтады. Ана түйемді тапсырып кеткен адам сәл сабыр қылса еді, мен оған 2 дирхам берейін деп тұр едім дейді. Ол сабыр қылмай ұрлап әкетіп, соны базарға сатты, бәрібір 2 дирхамға сатты дейді да соны. Өзі егер сәл сабыр қылғанда, оған тағдырында жазылған адал жолмен келатқан 2 дирхам адал жолмен бұйырайын деп тұр еді дейді. Пиғылының ниетінің дұрыс еместігінен адал жолмен келе жатқан 2 дирхамды арам жолмен тапты дейді да. Енді оған береке қайдан болсын деп айтқан екен. Біз де сондаймыз. Біз де бір жақсылыққа жетейік деп тұрмыз. Біздің алдымызда да қандай бір нәтижелер күтіп тұр, бірақ бізде көбінде 2 жол тұрады. Алдап, арбап жететін жол, немесе сабыр қылып еңбекпен жететін жол. Мынау қиындау, бірақ бұның түбі тәтті. Мынау оңай сияқты көрінеді, бірақ бұның да азабы бар да. Оңай емес, оңай сияқты. Тура жаңағы түйенің бас жібіне қызығып ұрлап кеткен адам сияқты, түптің түбінде бізде қалатыны бір мәшіне, немесе бір үй, немесе бір қасымызда жұбайымыз, бала шағамыз қалады. Бірақ кейде алдап арбау арқылы біз ең соңында азаптанып жүріп бір нәтижеге қол жеткіземіз, бірақ оның азабы өмір бақи бізді өкіндіріп өтеді. Ал енді таза жолменен сабыр қыламыз, еңбектенеміз, жетеміз, бірақ ол тәтті болады. Атам қазақ не дейді? Біреуге қиянат жасап, саймен бұғып жүргенше дейді, қиянатқа сабыр қылып, қырдың үстімен алшаң басып жүр дейді.
Кейде біреуден қарыз алып қайтармай, бір ойын ойнап қойып, құмар ойынға салып жіберіп, немесе басқа бір нәрсеге пайдаланып, телефонды алмай, нөмірді ауыстырып жіберіп, қашып жүресің. Бірақ сен қашып жүрген жоқсың. Сен денсаулығыңды құртып жүрсің. Сен қашып жүрген жоқсың. Сен ана қарыз алған адамыңнан қашып жүрген жоқсың. Игіліктен, берекеден қашып жүрсің. Ал енді біз кейде қиянатқа, жаманшылықтарға сабыр қылып, елдің алдында жүзіміз жарық болып қашпай жүреміз. Бірақ қиын жағдай сияқты. Өйткені біреу сені көре алмай жатыр, біреу сенімен дұшпан болып жатыр, біреу сыртыңнан сөз айтып жатыр. Бірақ сен ана жерге ақ жүзді абыройменен барасың да. Бағана көзіңдегі кірпікті алып тастаған сияқты, ішкі дүниеңді іренішпен, өкпеден, біреуге деген жаман ойменен, ашудан, кектен тазартқан сайын сенің жүрегің тыныш болады. Сен өмірге не үшін келіп, сені кім жаратқанын ойлаған сайын жүрегің тыныш болады. Сен аспанға қарайсың, мына аспан бекер жаратылған жоқ, осының жаратылуында да бір үлкен мағына бар ғой деп ойласаң, жүрегің тыныштандырады. Аяғының астында қара жерге қарап, қаншама адам желкесінен басып жүрсе де, жерден сабырлы, жерден көркем, сондай бір былқ етпей жатқан күрделі дүние қандай, мен неге содан сабақ алмаймын деп жерге қарасаң, сабыр келеді. Аспанға қарасаң, парасат, биіктік келеді адам баласына. Ал енді қазақта бір сөз бар. Құдықтың түбіндегі құрбақаға дейді, аспан бір кішкентай тиын сияқты көрінеді дейді да. Өйткені бір бұрышта тығылып жатқан, елмен араласпайтын, білімі жоқ, көпті көрмеген, көп нәрсені таразыламаған адамның сана сезімі де тар болады да мынандай. Өйткені құдық құрбақадан шығып аспанға қараса, аспан деген шексіз дүние емес пе? Ал енді керісінше құдықтың түбінде жатып алып аспанға қарасаң, құдықтың аузы қандай тар болса, аспан да саған сондай болып көрінеді. Сондықтан сен елмен араласпасаң, білім алмасаң, жақсылардан өнеге үйренбесең, мына дүние деген бір мынандай болып көрінеді. Қош, адамдардың бәрі жаман қазір. Елдің бәрі жаман ойлайды. Адамдар бұзылып кеткен. Қазір вообще невозможно, біреуге сенуге болмайды. Біреуге сырыңды айтсаң біттің деген сияқты, адам бүйтіп тарыла берсе, дүние де тарыла береді. Ал енді ішкі дүниеңдегі өкпе, реніш, жаман ой деген нәрселерді сілкіп тастап, жақсылық жасасам мен Құдай үшін жасадым. Мен адамгершіліктің ақысы үшін жасадым, ол адам үшін жасаған жоқпын десең, сен ол адаммен байланбайсың. Ал енді сен ол адамды қуантайын, соның ғана көңілін туралайын деп жақсылық жасаған болсаң, ол адам саған жамандық жасағанда сен кешіре алмай қаласың да. Неге? Сен өзіңді сол адаммен ғана байлап қойғансың. Ал сен ол адаммен байламай, мен адаммын ғой, адам болғандықтан адам шапағатын шашып жүру керек қой деп, адамгершіліктің ақысы үшін жақсылық жасайтын болсаң, сені Құдай көркем қып жер бетіне керемет адам қып жаратқан үшін жақсылық жасайтын болсаң, онда сен адаммен байланбайсың. Жарайды, енді адамдар сондай, біреуден қайтпаса біреуден қайтады. Жаманнан қайтпаса жақсыдан қайтады. Көбінде байқайсыздар ма? Сен өмірде жақсылық жасамаған біреулер саған жақсы ойлап жүреді да. Неге? Өйткені сенің біреулерге жасаған жақсылығың басқа жақтан еселеп қайтып жатады. Сондықтан сіздерге тілейтінім жақсылық ойлауменен, кең ойлауменен, іштегі реніш өкпені уақытында тазалап отыруменен жан дүниелеріңіздің тыныш болуына тілектеспін айналайындар. Тәлім тренд бізде YouTube каналымыз. Қазірдің өзінде бір күнде 1000-1500 адам, орташа есеппен 1200 адам тіркеліп жатыр. Ашылғанына 1,5 ай ғана уақыт болды. Қазір 50 000 адам тәлім тренд каналымызда тіркеліп тұр. Бұның себебі біреу-ақ. Халықтан сұраныс бар. Қазір ел не нәрсеге мұқтаж? Бізде еңбектенсең, егер мына қолың қимылдаса, аузың қимылдайды, яғни аш қалмайсың деген сөз ғой. Аяғың қимылдаса, адамдармен араласасың деген сөз. Біз сондай елде өмір сүріп жатырмыз, ертеңімізді жоспарлай аламыз. Келесі аптаны жоспарлай аламыз. Өйткені тыныштық салтанат құрып тұрған елде, тұтастық салтанат құрып тұрған елде, тәуелсіздік салтанат құрып тұрған елде ғана адам алдағы күнін жоспарлай алады. Анау Алла сақтасын, Ливияда, Сирияда, басқада қаншалаған опыр-топыр болып жатқан елдерде ертеңімді жоспарламақ түгілі, мен бүгінімді қалай өткізем деген ойдың үстінде өмір сүріп жатыр адамдар. Сондықтан бауырлар, тәлім тренд не үшін ашылды дегенде, тәлім трендтің ашылуының ең үлкен себебі, бізде тірлік бар,
қызмет бар, оқиым десең оқу бар, кием десең киім бар, ішем десең тамақ бар, бірақ бір нәрсе жетіспей жатыр. Ол не? Бір-бірімізге деген бір мейірімді қарым-қатынас жетіспей жатыр. Жүректеріміз бір қатайып жүр. Біздің бабаларымыздың дұшпанына жасайтын қарым-қатынасын біз досымызға жасай алмай жүрміз. Міне өкінішті жағдай сол. Бабаларымыз дұшпанына әділдік жасайтын еді. Біз досымызға мейірім көрсете алмай жатырмыз. Айдаладағы бір досының әке-шешесін құрметтеп тұратын, біз өз әке-шешеміздің жүрегін тыныштандыра алмай жатырмыз. Қазір жан-жағымызға қарасақ, мына анасының тар құрсағына сыйған перзенттер кең дүниеге сыймай жүр да. Бір-бірін іздемей жатыр. Бір-біріне деген құрметін паш етіп көрсете алмай жатыр. Әкеміз бізді кеше мәпелеген еді. Әкеміз бізді аспанға лақтырып жіберіп, біз сықылықтап күліп, қағып алып, аспанға лақтырып жіберіп, сықылықтап күліп, сөйтіп аспанға лақтырып, желкесіне көтеріп өсірген әкеміздің кейде телефонын көтеруге шамамыз келмей жатыр. Туған шешеміз 9 ай 10 күн көтерген еді, еңбегімен ет өлген еді, 2 жыл бізді бауырына көтеріп емізген еді, енді сол аналарымыз өмір бақи бізді жүрегінде көтеріп жүреді. Әке шеше деген бала шағасын не за что жақсы көретін адамдар ғой. Жақсы оққан үшін емес, ақылды болған үшін емес, сұлу болған үшін емес, перзенті болған үшін жақсы көреді да. Сол анамызды кейде алдап қоямыз ғой. Қызым қайдасың десе, сабақ оқып отырмын. Қызым не істеп жатсың десе, қолым тимей жатыр мама, бір нәрсеге дайындалып жатырмын деп өтірікті дың дегізіп жібереміз. Содан кейін шешеміз алдап тұрғанын білет, бірақ алдап тұрсын ғой қызым деп айтамайды да. Біз өкінішке орай кейде шешемізді алдап жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің болашағымызды, келешегімізді өзімізді алдап жатырмыз. Біз әкемізді алдап жатқан жоқпыз, біз өзіміздің тағдырымызды, болашағымызды алдап жатырмыз. Сондықтан дүниеде бір ақысын өтеуге тиіс адам болатын болса, ол ата-анамыз еді, бауырлар. Енді біз осы тәлім трендті не үшін аштық? Себебі перзенттер бір ата-анасын қуантатын бір насихат айтып тұрайықшы. Сол жерде бір-бірімізге шарапатымызды көрсетіп тұрайықшы деп ашқан болатынбыз. Өйткені қаншалаған ата-аналар қазір үйінде баласының бір звонок соғып, мама қалайсың, әкешім қалайсың деген сөзін күтіп отыр да. Қаншалаған аналар баласының бір жақсылығын көрмеген күйде өмірден өтіп кетіп жатыр да. Ертең сіздер де әке-шеше боласыздар. Сіздер де қызметке тұрасыздар. Сіздер де дүниенің егесі боласыздар. Сол кездерде сіздерге ол нәрсенің бәрі қызық болмай қалады. Бірақ нәрсе қызық болып қалады. Балаңның күліп жүргені, перзентіңнің күліп, бақыттан бас айналып жүргенінен артық қуаныш болмай қалады. Сондықтан сіздер қуантыңыздаршы ата-аналарыңызды қазір. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Міндетті түрде ол нәрсе алдыңызға келеді. Ілгеріде бір жаңағы дүние бітіп байыған ерлі зайыпты екеуі не істейді? Бір қартайған шешелерін ағаш тостаққа тамақ құйып беріп, әрдайым есіктің алдындағы бір кішкентай тамға жатқызып қояды екен. Сөйтіп өздері тамақ ішіп болғаннан қалғанын соған құйып береді екен да, жаңағыларға сол шешесіне қалған құтқан тамақты береді екен. Оған болады ол, енді қартайған адам ғой деп. Сөйтіп жүрсе өздерінің әлпештеп, мәпелеп, күндіз түні асты үстіне түсіп жүрген кішкентай бір қыздары бар екен, 5 жасар. Сол бір ағашты шауып отыр дейді. Қызым не істеп жатсың десе, сіздерге бір табақ тостаған жасап жатырмын деп айтады. Қызым оны не істейсің десе, ертең сіздер қартайған кезде сіздерге осыған тамақ құйып беремін деп айтады дейді. Сондықтан сіздер қазір ата-аналарыңызды құрметтеп, сіздер қазір олардың ақбатасын алсаңыздар, ертең болашақтарыңызды үлкен жақсылық күтіп тұр. Мысалға мына елбасымызға қарайық. Елбасындағы не деген азаматтарға қарайық. Өмірде чиновник ретінде де жолы болған, елдің батасын алған, қызметте де жолы болған, жұрт сыртынан сүйсініп тұрған тұлғаларды қарасаң, мен көбісін зерттедім. Әке-шешесін риза қылған адамдар екен да. Әке-шешенің бәрі бірдей емес. Біреудің әкесі нервный болуы мүмкін, біреудің шешесінің жүйкесі тозған болуы мүмкін, біреудің әкесі арақ ішуі мүмкін, біреудің шешесі тағы бір нәрсе. Бірақ ол сенің шешең. Ол қандай болса да, қазақ айтады, егер әкең жынды болып қалса дейді, оны байлап қой да бағып күт дейді. Әкең жынды болса байлап бақ дейді.
Ал енді жынды болмай жай ғана мінезінде әртүрлі жағдай болса, ондай әке шешені алақанға салып жүру керек. Сонда анау биікте жолы болған адамдардың көбін көрсең, әке шешесінің батасын алған адамдар. Екінші, биікке жетіп, әлемдік тұлғаға айналған адамдардың екінші қасиетіне қарасақ, осы жетістігінің сыры не деп? Туған туысқандарының ризашылығына бөленген және достарының сеніміне ие болған жігіттер екен да. Дәл қазір сіздер колледжде оқып жатсыздар. Міне осы жас сіздер ертең я биікке кетесіздер, я төменге кетесіздер. Екі-ақ жол бар. Ал биікке кету үшін өте ұсақ болттар бар бұрайтын. Білім алу, тіл білу, компьютерді игеру, IT-ді игеру, заманды қарау, әлемнің мәдениетімен танысу, саясаттан хабардар болу деген сияқты ұсақ болттар бар. Бірақ сол болттардың астында үлкен бір 3-4 болт бар. Сол 3-4 болтты бұрамасаң, ана майда болттар босап кетеді. Сол 3-4 болт не? Ең үлкен болт, ол әке шешенің ақ батасы, екінші болт туған туысқандардың ризашылығы, үшінші болт қасыңда қазір араласып жүрген достардың сенімі. Ертең сол достарың сен қай биікке барсаң да, ол кішкентайынан мықты болатын, қол ашық болатын. Қазір осы кезде столовыйға барғанда қасыңдағы досыңа бір стақан компот әперемасаң, ертең сен үйіңе қонақ шақырып керемет күтетін адам бола алмайсың. Қасыңдағы адамға бір вафлима бір нәрсені, сен ала сал бауырым, жей ештеңке жоқ деп, сол нәрсеге жомарттық көрсете алмасаң, ертең байып кеткен кезде қайырымдылық қорашып, елді жарылқайтын адамға айнала алмайсың. Себебі қазақ не дейді? Жоқ кезінде 50 теңге бере алмаған адам дейді, бай болған кезде 50 000 теңге бере алмайды дейді. Себебі байлық, жомарттық қалтадағы ақшаның көптігінен шықпайды, пейілдің кеңдігінен шығады. Егерде әлемдегі байлардың барлығы бай болғандығы үшін садақа беріп, қайырымдылықпен айналысатын болғанда еді, жер бетінде кедей адам қалмайтын еді. Жер бетіндегі кедейлердің көп болғандығы байлардың жоқтығынан емес, пейілдердің тарлығынан болып тұр да. Сол пейіл неменен кеңейеді? Осы колледжде оқып жүрген кезіңізде сіз бір жерден өтіп баратып біреуге 50 теңге жәрдем етіп, бір досыңыз қиналып қалғанда соның 1000 теңгеге бір вопросын шешіп жіберіп, сөйтіп осыны өзіңізді соған бейімдесеңіз, ертең сіз 2 жас үлкейгенде, 5 жас, 10 жас үлкейгенде сізге келетін ырысқы несібенің де есігі ашыла береді. Адамдар сізге сенім арта бастайды. Үлкен проектілерді тапсыра бастайды. Ертең мемлекет те сізге үлкен проектілердің тізгінін тапсыратын болады. Ал сен кішкентай осындай колледжде жүргенде өзіңнің собственный проектіңді жүзеге асыра алмасаң, ол не собственный проекті деген? Сенің досың бір жағдайға түсіп қалды, қасыңдағыларды ұйымдастырып, соның вопросын шешіп көмектесіп жіберейік деп, соның бір шаруасын шешіп жіберу деген проектіні егер жүзеге асыра алмасаңыз, ертең мемлекеттік дәрежедегі проектіні қалай жүзеге асырасыз? Сондықтан адам баласы кез келген жақсы іске, жақсы қасиетке кішкентайынан бастап қалыптасумен келеді. Аспаннан ақсақал жаумайды, жерден қазына қария өсіп шықпайды. Жақсы қария болу үшін де жастық шағыңды жақсы өткізуің керек. Жастық шағын жақсы өткізген адам ғана 30-да орда бұзады, 40-та қамал алады. 30-да орда, 40-та қамал бұзған адам қала, 50-де ел ағасы болады, 60-та ақсақал болады, 70-те желкілдеген жұрт келіп бата сұрайтын абыройлы абыз адамға айналады. Больницада ауырып жатқан адамға барсаң, бақыт деген не десең, денсаулық дейді. Айдалада адасып кетіп үйін таба алмай жүрген адамға бақыт деген не десең, отбасы ғой дейді. Анау соғыс болып, тәуелсіздігінен айырылып, жан-жақтан жұрттар келіп жұлып жеп жатқан елге барып, бақыт деген не десең, бақыт деген тыныштық қой дейді. Ғашық болып өзінің сүйгеніне қосыламай жүрген адамға бақыт деген не десең, ол махаббат қой дейді. Кім қандай ахуалда болса, кім қандай тұста тұрса, бақытты сол қырынан қарайды әркім. Бірақ бақыт деген ол бір-ақ ауыз сөзбен айтатын, немесе бір-ақ адам пікір білдіретін дүние емес. Біреуге тәуелсіздік, біреуге байлық, біреуге тамақ, біреуге отбасы деген сияқты, осы құндылықтардың басының бәрін біріктіргенде, осының бәрі Құдайдың берген бақыты болып есептелінеді. Бірақ бір нәрсені ескеріңіздер, бауырлар. Адамды жылдар бақытты қылмайды. Адамды бір ондаған жылдар менен бір ғасыр бақытты қылмайды. Адамды сәттер бақытты қылады. Адамды сәттер бақытсыз қылады. Секундтар мен минуттардың қадірін біліп, сол кезде дұрыс шешім қабылдай алған адамдар бақытқа қол жеткізеді. Секундтар мен минуттардың қадірін білмей, өзінің сәтін өткізіп алған адамдар өмір бақи өкініште қалып жатады.
Егер сіз самолетке ұшам деп барып 5 минут тіркеуге кешігіп қалсаңыз, сіз 5 минуттың қандай құнды нәрсе екенін түсінесіз, солай емес пе? Немесе сіз бір жақыныңыз операцияға түсіп, сіз емханада реанимацияның сыртында жүрсеңіз, 1 сағат дүниенің, 1 сағат деген нәрсенің қалай өтпей қоятын уақыт екенін білесіз. Ана операцияның арты не болады деп уайымдап. Сондықтан көбінде сол бақытқа ең бірінші жеткізетін нәрсе, адамды бақытты қылатын нәрсе, уақыттың қадірін білу. Уақыт деген өтпейтін нәрсе емес. Көбінде біздің айтатын нәрсеміз мынау ғой. Не істеп отырсың, брат деп хабарласса, уақыт өтпей жатыр, отырмын сол. Кешке қайда боласың, бір уақыт өткізейік та дейміз да. Уақыт өткізіп жатырмын сол деген сияқты. Бір уақыт өткізу керек, бір ойын ойнайықшы деген сияқты. Бірақ қараңыз, сіздің қалтаңызда 100 мың теңге болса, мына 100 мың теңгені жұмсай алмай жатырмын, осы өтпей жатыр, мына жұмсап тастаңдаршы деп бере салмайсың. Үйіңде бір жаңа күрткаң, жаңа көйлегің тұрса, осы күртканың не істерін білмей жатыр, киіп таскат етіп тастаңдаршы деп бермейсің ешкімге. Ең қымбат болған уақытты біз ең арзан нәрсе көріп жүрміз, ал ең қажетті болмаған нәрселерді біз ең құнды нәрсе көріп жүрміз. Сондықтан біз бақытты дұрыс бағаламай жүрміз деп осыдан да ойлануға болады. Технология керемет дамыған елдің бәрі жұмыс істейтін Жапонияда неге суицид көп? Неге адамдар өзін өзі өлтіріп жатыр? Кореяда неге адамдардың өзін өзі өліммен құштыруы көбейіп тұр? Егер адам жұмыс істеуменен, бір технологияға көзі сүйсінуменен өзін бақытты сезінетін болса, солар өзін өзі өлтірмес еді. Енді сіздерге сәл анайырақ болса да бір мысал айтайын. Бұл мысал қазақтың философиясы да. Ілгеріде білесіздер, аталарымыз мына тізеден төмен түсетін кең мол шалбар киген, оны дамбал деп айтады. Көйлектің астынан бір осындай дамбал киген, кең мол. Сонда бір ханның баласы ауырып қалады. Ханның баласына ауырғаннан кейін молдалар келеді де, бұған көз түйген екен, бұған бір армансыз адамның дамбалын кигізу керек, сол кезде жазылады деген екен. Соменен елдің бәрі таңғалады, ойбай, оны қайдан табамыз деп, соменен әскерлердің бәрі жан-жаққа шауып кетеді. Армансыз адамның дамбалын іздеп кетеді, шалбарын. Соменен ай, осы адам армансыз шығар деп барса, жоқ, бір арманы бар екен да. Бір жерде армансыз адам бар деп барады, барып жақсылап сөйлесіп келсе, енді адам армансыз болушы ма еді, енді бір арманым бар дейді де жаңағысы. Тау шағылады, 6 ай іздейді, армансыз адам таппайды. Бір уақытта қараса, бір қой бағып жүрген біреу үстінде жыртық шапан дейді. Бір әнді айтып аттың үстінде рахаттанып келатыр екен де жаңағы. Шауып келеді да, сұрайын десе, өзі кедей сорлы, бірақ енді түріне қараса, бір бақытты адам сияқты да. Қой енді осы арманы бар шығар, бірақ енді сұрай салайық деп, арманыңыз бар ма десе, арманым жоқ, бүкіл арманым орындалған депті. Қуанып кетті бар, ханның өтінішін орындайтын болдық қой деп. Шын арманыңыз жоқ па десе, еш арманым жоқ. Жоқ, енді бір ойланып көріңіз, бала керек шығар, байлық керек шығар. Жоқ, бәріне ризамын. Осы өмірім деген керемет, қазір үйге барам, бәйбішем бір тамағымды пісіріп отыр, қара лашығымда аяғымды созып тастап ұйықтаймын, өз үйім өлең төсегім, әйелім мен жақсы көреді, мен әйелім жақсы көрем, балам тәрбиелі, қызым тәртіпті. Менен бақытты адам жоқ. Ой, шын ба деп, шын. Арманың жоқ қой? Жоқ. Онда не сұрасаңыз береміз, дамбалыңызды бізге беріңіз дейді ғой. Оны не қыласыңдар? Ханның баласы ауырып жатыр, соған апарып кигіземіз, молдалар емдеу керек дейді. Сонда жаңағы кісі шек-сілесі қатып күліпті. Не ақ күлдің десе, менде арман да жоқ, дамбал да жоқ депті жаңағы кісі. Былай қарасаң, арман жоқ адамдарды кейде қарасаң, көп нәрсесі жоқ адамдар армансызбын, бәрі жақсы, Құдайға шүкір дейді. Ал көп нәрсесі бар адамдардан жағдай қалай десе, былтырғыдай емес, болмай жатыр дейді. Негізі жағдай керемет. Бірақ жағдай қалай десең, шүкір деген сөзді айтпайды, болмай жатыр қазір дейді. Ал енді жағдайы болмай жатқан, шында да қиналып жүрген біреуден қалайсың десе, бәрі жақсы дейді. Міне пейілдің кеңдігі, міне сол адамның жүрегінде бақыт тұрғандығының белгісі осы деп есептесеңіздер болады. Сондықтан көбінде адамдар бақытты сыртқы дүниелерден іздейді дейді.
байлықтан, қызметтен, мансаптан, туыстың көптігінен, баланың көптігінен, сыртқы нәрселерден іздейді дейді. Ал көп ғұламалар не дейді? Бақыт адамның ішкі дүниесінен басталады дейді. Сенің жүрегің тыныш болса, көкірегің пендешіліктен таза болатын болса, сенің көп дүниеде армандарың орындалмауы мүмкін, бірақ сен бақыттысың. Сенің жүрегің тыныш болмаса, сенің көкірегің пендешілікке толып тұратын болса, көп адамға арман болып жүрген дүние сенде бар, бірақ сен бақытсызсың да. Сондықтан сіздерге тілейтінім, жүректің тыныштығы, көкіректің пендешіліктен тазалығы, қалған нәрсені пешенеңізде жазылған дүниеден, еңбегіңізден, елмен тіл табысып, жасай алған қызметіңізден көресіздер деймін. Бақытты болыңыздар. Енді отбасылық өмір деген бұл адамның өміріндегі, ғұмырындағы ең маңызды нәрсе. Мына Стив Джобс Apple компаниясын құрып, бүкіл одан нәтиже шығарып, миллиардтаған дүниені айландырған кезде өмірінің соңында онкологиялық аурумен ауырып қап, өмірден өтеді. Сол өмірден өтіп бара жатқан кезде Стив Джобстың айтқан сөзі бар. Менің өмірімнің бүкіл мағынасы дейді, жұмыс болған екен дейді. Сөйтіп сол жұмыс істеп жүріп, мен әлемдегі ең озық компанияны жасадым, әлемге көптеген жаңалықтар әкелдім, бірақ мен бір нәрсені түсінбеппін. Адам үшін жұмыстан да қымбат нәрселер бар екен, ол оның отбасы екен дейді. Қарасақ көбінде бәрімізде сол маңызды, аса маңызды деген нәрселерді орнына қоймағандықтан, біз үшін құнды болған дүниенің артқа ысырылып кеткенін байқамай қап жатамыз. Байқайсыздар ма? Аяғы жоқ, керемет саусақтары бар, қолы жоқ құстың өзі не істейді? Өзінің жұмыртқа салып балапанын өсіретін кезде тұмсығыменен шөп тасып, тұмсығыменен балшық тасып, тұмсығыменен су тасып, қарлығаш болсын, қараторғай болсын, ұясын жасап шығады. Солай емес пе? Танысы жоқ, кран жоқ, күрек жоқ, кетпен жоқ, қандай да бір заказ беретін компания жоқ, фирма жоқ. Ана судан бар, бір тамшы балшық алып келеді, екінші тамшы ылайды алып келеді, су алып келеді, шөп алып келеді, жүн алып келеді, соны шылайды, құрастырады да, бір айдан кейін келсең, болашақ жарын таныстырып, мынау сенің үйің деген сияқты, осы жерге жұмыртқа саламыз деп қосылып жатқанын көресің. Қолымыз бар, көзіміз бар, аяғымыз бар, танысымыз бар, әке шешеміз бар, мемлекет бар, жүйе бар, система бар. Кейде осы үйді не істеймін мен деп жаңағы артық сөздер айтып жатамыз. Бізде мүмкіншілік көп болғандықтан біз шатасамыз кейде. Адам болғандықтан адамда мүмкіншілік көп. Ал егер құс екеш құстың өзі анандай жағдайда өз ұясын өзі жасап алып, анандай дүниелер әкеп жатыр. Қазір көп адамнан сұрасаң, жасың қаншаға келді? 29-ға келді. Үйленбейсің бе? Үйім жоқ. Жасың қаншаға келді? 25-ге келді. Тұрмысқа шықпайсың ба? Жоқ, карьерам жасалам. Дұрыс қой. Бірақ қаншалаған қыздар бар. 40-қа 50-ге келген кезде бүкіл карьерасын жасаған, жеке компаниясын ашқан, дүние деген жүріп жатыр. Әлемнің көп елдерін саяхаттаған, теңізде болған, тауда болған, Антарктидада болған, ыстық жерде болған, бәрін көрген. Бірақ не дейді? Мен үшін ыстық құмға барып, сахараға рахаттанып, керемет жылы теңізге түскеннен гөрі бір баламның мама деген сөзінен ыстық нәрсе жоқ дейді. Мен үйге келгенде алдымнан мама деп қызым немесе ұлым күтіп алса, одан ыстық маған не нәрсе бар дейді. Мен бүкіл сол әлемге қыдырғанымды, бүкіл сол жолға түскен компаниямды анашым деп жүгіріп кеп мойныма асылған перзентімнің білегіне айырбастар едім дейді. Себебі әйел адамның мойнындағы ең қымбат алқа перзентінің білегі дейді да, оралған. Сен мүмкін алтын бриллиант мойныңа ілуі мүмкін, бірақ оның бәрін айнадан көргенде отвратительный болуы мүмкін. Егер сен уақытында өмірге перзент әкеп, өзіңе ана деген құрметті сыйлай алмасаң. Сондықтан кейде сұрақ тұрады, мама болу маңызды ма, маман болу маңызды ма деп. Иә, маман да болу керек, мама да болу керек. Бірақ сенің мама болуың, біл, еш уақытта маман болуға кедергі жасамайды. Ал сен маман болуы мүмкін, бірақ уақытын өткізіп алсаң, мама боламай қалуы мүмкін да. Екінші нәрсе бар, жігіттер. Қазір
интернет, кино, бүкіл дүние бізге қыз дегенді тек қана адамның нәпсісін қанағаттандыратын, тек қана жалт-жұлт еткен бір махаббаттың құрбандары сияқты қылып көрсетеді да. Ана қыз ничего екен, ананың фигурасын көрдің ба, анау мынандай екен, что-то анау сынып қалған сияқты, ананы сындырам деген сияқты адамдар, жігіттерде осындай бір әңгімемен түсініктер болып жатады. Дұрыс. Бір айда 10 қызбен жүруі мүмкін, бір жылда 100 қызбен жүруі мүмкін, немесе бір қыз бір жігітпен сөйлесіп отырып, параллельно 3 жігітпен сөйлесуі мүмкін. Өмір сондай бір құбыжықтанып кетті. Осы жағдайдың бәрі бастан өтуі мүмкін, бірақ бір нәрсе бар да. Сенің тағдырың біреу-ақ. Сен өз тағдырыңды мәпелеп, аялап, үпілеп, үрлеп, соны болашаққа апара алмасаң, саған ешкім сенің тағдырыңды жап-жаңа, свежий, әп-әдемі тағдырға айырбастап бере алмайды ертең. Қаншалаған қыздар мен жігіттер бір ғана аборттың арқасында перзент сүйе алмай, жұрттың баласына үмітті, сүйсінген көзбен қарап, өмірден жылап өтіп кетіп жатқан аналар бар да. Ал сол аборт деген бір кездегі сол подружкасына ілесіп бір жерге барып, ана жігіттерменен көңілін таразылай алмай, ұрынған нәрсенің арты абортқа алып барған еді. Аборт деген нәрсе ол апат. Ұлттың санын кемітетін, ұрпақтың санын кемітетін. Өткенде бір жігіт маған хат жазыпты нерде. Аға дейді, мен бір қызды керемет сүйем. Адамгершілігі керемет, әке-шешесі керемет. Қимайым ана қызды. Не істеймін, маған бір ақыл айтыңызшы. Не болды сонда, не түйткіл болып тұр десем, аборт жасатқан екен, ары қарай бала көтере алмайды дейді. Керемет бір-бірін тапты. Қаншама уақыт сол сәтті олар күткен еді. Сондай жігітті қыз күткен еді, сондай қызды жігіт күткен еді. Бірақ екеуі бір-бірін тапқан сәтте, екеуін жалғастыратын құндылықтарды жоғалтқанын түсінді де олар. Қыздың тағдырымен ойнаған жігіт өзінің бақытын құрбандыққа шалғанмен бірдей. Себебі қызды жылатсаң, ертең оның көз жасы сені тұншықтыратын теңізге айналады. Өмір өзі содан тұрады жігіттер. Мен де жас емеспін, 45-ке келдім. Талай жігіттермен жүрдім. Талай жігіттердің қасындағы әңгімесін естідім. Менің бір досым болды. Талай қыздардың тағдырымен ойнаған еді. Қазір әлі күнге дейін сондай жағдайға душар болды. Тағдырында өзі сүйіп қосылатын жігіт қызды таппай, семья құра алмай, енді күдері үзіліп, болды енді жалғыз қалдым ғой деп өз тағдырынан бойсынып жатыр. Жол жабылып қалды. Кәдімгідей адам жол жабылып қалады екен. Әйтпесе ақшасы да бар, жағдайы да бар, бірақ болды. Енді уже ол алғысы келетін қыздар оған тимейді, оның да жасыменен жағдайы өтті. Сондықтан сіз айтқандай, отбасы құратын адамдарға ең бірінші айтатын нәрсеміз, сен қаншалықты таза, сен қаншалықты әділетті болсаң, әділетті болған Құдай сенің тағдырыңа сондай отбасын береді. Қазір неге ажырасулар көбейіп кетті? Неге шаңырақтар шайқалып жатыр? Себебі қыздар жұбай болуға, жар болуға, бір жігіттің басының қадірін біліп, соның есіктегі басын төрге сүйреп, төрдегі басын таққа сүйрейтін қыздар тәрбиелене алмай жатыр. Өкінішке орай, қыздарды біз дұрыстап ана болуға тәрбиелей алмай жатырмыз. Біздің қызымыз 18-ге келсе де әлі бізге кішкентай бала сияқты болып тұр. Ал енді сондай қызды ары қарай алып кетуге жігіттер де қуатты бола алмай жатыр. Жігіттер де әлі сол 20-ға келсе де 15-тегі баланың приколын айтып жүр. 25-ке келсе де әлі серьезный өмір туралы айта алмай жүр. Қыздың жүрегін орнықтыратын, оған сенім сыйлайтын сипатты көрсете алмай жатыр. Шерхан Мұртаза атамыз айтады, 80-нен асып өмірден өтті, сонда айтады. Біз сәби болдық, сәбиден кейін бірден жігіт болып кеттік. Бізде балалық кез болған жоқ. Неге? Соғыстың кезінде өмір сүрдік, бізді ешкім балағып еркелеткен жоқ дейді. Бізді бірден колхоздың жұмысына салды, тірлікке салды, 4 жасымыздан түйенің үстіне отырғызды, 5 жасымыздан диірмен тартқызды, 6 жасымыздан атқа мінгізіп егіне ұрғызып қойды дейді. Сондықтан бізде балалық шақ болған жоқ. Біз сәби болдық, сәбиден кейін бірден жігіт болып кеттік дейді. Қазір біздің өкінішке орай жігіттеріміздің балалық шағы тым ұзаққа созылып бара жатыр да. Ол бір кезде сәбиет жігіт болатын уақытқа кіріп қойды, бірақ әлі бала. Абай атамыз не дейді? Ғалым болмай немене, балалықты тисаңыз дейді. Балалықты тисаң ғалым боласың, балалықты тисаң қызға еге боласың, балалықты тисаң елдің туын ұстайсың, ертеңге еге боласың. Қараңыз, 13 жасында кеше Наурызбай бабаларымыз
жолбарыстың аузын айырған екен да, 13 жасында. Балқаштың жағасында жолбарыспен кездесіп аузын айырған екен. Кеше Бөгенбай бабаларымыз 16 жасында жекпе-жекке шығып, дұшпанын найзамен түйреп түсірген екен. Қабанбай атамыз 73 жасына дейін 76 мәрте жекпе-жекке шыққан екен. Біз қазір Головкиндерге, Майвезерлерге таңғаламыз да, бірақ Қабанбай атамыз жанын құрбандыққа қойып шыққанда мына жерге. 73 жасқа дейін 76 рет басын бәйгеге тігіп, елінің амандығы үшін істей алған. Ал қазір 73-ке келіп жекпе-жекке шықпақ түгілі, жасы 20-дан асып 30-ға жақындаған жігіттердің бір қыздың жүрегін жаулауға жігіттігі жетпей жатыр. Бір қыздың сенім артып арқа сүйеуіне жарамай жатыр. Жекпе-жекке шықпақ түгілі. Кейде бір жерлерге барып тойда ойын ойнатқан кезде, аджимане жасаңдаршы деген кезде 10 рет аджимане жасай алмай жатқан жігіттерді көріп, мына 10 баланы дүниеге қалай әкеледі деп ойланып қаласың кейде. Сондықтан бауырлар, жігіттің ең үлкен қасиеті бұрынғы кезде жігіттің абыройы қыздың арында деп ойлаған. Бір ауылдың қызы күйеуден қайтып келсе, сол ауылдың жігіттерінің барлығы бастары төмен салбырақ болатын болған. Біз қарындасымызға дұрыстап қарай алмадық па? Сөйтіп біз қарындасымызды дұрыс жерге баруына қамқорлық жасай алмадық па деп, бір ауылдың қызы қайтып келсе, сол ауылдың жігіттерінің бәрі настроениесі түседі екен. Ал қазір бір ажырасып кеткен қызды көрсе, мына мен қалай телефонын алып оңаша кездессем екен деген жігіттер көбейіп бара жатыр. Сондықтан бір ауылдың қызы үшін уайымдайтын емес, қазіргі уақытта өзінің қатын бала шағасына еге болатын, өзінің әйелін ана казино ойнап кетпей, құмар ойын ойнап кетпей, өзінің тапқан таянғанын әйел бала шағасын асырап, қалғанын туысқанымен бөлісетін жігіт көрсем, мен қазір қолын алып арқасынан қағып жүрмін. Себебі неге? Біз осының өзіне риза болатын болып жатырмыз. Сондықтан отбасы, жігіттер, қыздар, әсіресе жігіт таңдаған кезде өкінішке орай біз телефонының нөміріне, үстіндегі киіміне, ал қалтасындағы ақшасына, немесе күлдіргеніне, жаңағы пранкты көрсетіп, приколды лақтырғанына емес. Біз оның ар жағына қарауымыз керек. Біз көбінде подружкамызбен ақылдасамыз, біз көбінде интернетте бір-бірімізге жіберген сообщениемізге мәз болып отырамыз. А шынтуайтында бір жігіт саған серьезно көңіл бөлді ма, әкеңмен, ағаңмен ақылдасуың керек еді, анаңмен ақылдасуың керек. Үлкендердің тәжірибесіне сүйену керек. Себебі үлкеннің тәжірибесіне сүйенбегендіктен қаншама қыздар аборт болып жатыр, уже қанша жігітпен жүрген есінде жоқ, қаншама тағдырлар қазір аяққа тапталып жатыр. Сондықтан біз осы нәрселердің, қазақ айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Біз осы нәрселерден қорытынды шығармайынша, отбасы деген сөзді айтуға да ақымыз жоқ. Отбасы деген ол құнды дүние. Отбасы деген нәрсе ол үлкен дайындықты қажет етеді. Отбасы деген ол жауапкершілік. Сен жігіт болып бір қызды үйіңе алып келгеннен кейін сен оны тәрбиелеуің керек, әке-шешесінен жетпеген тәрбиені беруің керек, еркелетуің керек, мәпелеуің керек, бала туғызуың керек, асырауың керек, елден кенде қылмай, ол ең мықты жігітке шыққан екен ғой деп арқасын тауға сүйегендей боп жігіт жүру керек. Себебі әйелдің бақыттылығын қайдан білесің? Қыз кезінде қандай құлпырып күйеуге шыққан болса, келіншек кезінде келісті, әже болғанда да әдемі болып тұрса, мықты жігітке шыққан екен ғой дейсің. Ал қазір қыз кезінде құлпырып келіп шығады да, аз уақыттан кейін тоздырып жібереді, жүйкесін жұңғып жібереді. Ол жігіттің жеткізген жетістігі сол ма сонда? Немесе қыздарымыз, қазақ айтады, мықты қыз, мықты келіншек жігіттің есіктегі басын төрге сүйрейді дейді. Жаман келіншек төрдегі басын есікке сүйрейді дейді. Мүмкін сіздің шыққан жігітіңіз бір олимпиада чемпионы емес шығар, олигархтың баласы емес шығар, министрдің ұлы емес шығар. Бір орташа ғана жігітке тұрмысқа шықсаңыз, егер сіз жақсы келіншек болсаңыз, орташа жігітті жоғарғы деңгейдегі жігітке жеткізе аласыз. Өйткені әйелдің мотивациясындай, әйелдің берген поддержкісіндей дүниеде поддержка жоқ. Үйден шығып бараққан кезде елпілдеп, аяғын сүртіп, киімін кигізіп, жаным жолың болсын, күтем, кешке не тамақ жасап қояйын, маған қандай өтінішің бар, не істеп қояйын десең, сол жігіт үйден шыққанда тауға апаратындай болып шығады. Жұмыстағы қанша стресстерменен әртүрлі нәрселерге бой бермей кешке алдынан күтіп алып, как будто сол үшін өмір сүріп жатқандай бейне көрсете алсаң, жай бір екі иығы салбырап жүрген жігіттің өзі бір айдан кейін бүйтіп қалғанын көресің. Ал енді сен не анау болмады, ана жаққа бармадық, ананы алмадық, осы сенікі не деп шұқи берсең, бүйтіп жүрген жігіт біраздан кейін екі иығы салбырайды, біраздан кейін сөзі кетеді, біраздан қойыннан бөзі кетіп, ең соңында далбасалап далада қалады. Сондықтан керемет келіншек дейді,
өзінің жігітін патша сияқты күтеді да, өзі патшаның қатыны болып өмір сүреді дейді. Ал енді болмайтын әйел өзінің күйеуін құл сияқты қылып издеваться етеді да, өзі құлдың қатыны болуға риза болып жүреді дейді. Сондықтан сіздерге тілейтінім, үйленсеңіздер текті жігітке, келісті жігітке, ертең сөз әдемі емес, тегі әдемі, сенімі әдемі, рухы әдемі, жан дүниесінде парасаты бар, достары сенімді, әке шешесі тәрбиелі жігітке қарап қойсаңыз оқасы жоқ. Ал жігіттер қыз балаға қараған кезде 4 қасиетіне қараңдар дейді. Сұлулығына, тегіне, адамгершілік парасат иманына, және 4-ші әлеуметтік жағдайына. Дастарханың мен дастарханың әке шешең араласа ала ма? Жағдайлары қалай келеді? Міне осыған қарасаң, ол да көп нәрсеге септік болады дейді. Әрине махаббат өз алдына, бағана сұлулығына қара дедік, және тегіне қара. Тек деген не ол? Тек дегеннің ең үлкен белгісі мынау. Кімді текті деп айтамыз? Кімді тексіз деп айтамыз? Бір адам, мысалы, орамал тағып, намаз оқыса, или бір жігіт сақал қойып жұмаға барып жүрсе, ол тектің, тексіздіктің белгісі емес. Ол оның имандылығы. Тектілік иттің де тектісі болады, малдың да тектісі болады, құстың да тектісі болады. Сол сияқты адамның тектілігінің бірінші белгісі не? Ол адамның қадірін біледі. Жақсы мен жаманның қадірін біледі. Жақсыны жақсы деп бағалайды, жаманды жаман деп бағалайды. Ал тексіздің белгісі не? Тексіз қыз бомждың да құшағында жата береді. Тексіз жігіт көрінген жезөкшенің де қойнына кіре береді. Міне тексіздік деген сол. Осы тексіздіктен біз сақтануымыз керек. Тектілікке қарай қадам бассақ, ұрпағымыз да текті болады, өзіміз де текті боламыз. Міне осы тектілікпенен әулетті семьяны құрған кезде, міне жас отбасылар бақытты болады, үлкен отбасы, мемлекет бақытты болады. Сол бақытты сіздерге тілеймін шын жүректен. Пешке от жағып көргендеріңіз бар ма өмірде? Пешке от жақсаңыз, бірінші тамызық деген нәрсені саласыз. Тамызық деген бірінші лап етіп жанатын бір нәрсе. Қағаз болуы мүмкін, бір талдың кішкентай бұтағы болуы мүмкін. Содан кейін барып үстіне көмір саласың, немесе үлкен томар ағаш саласың. Негізі қазанды қайнататын тамызық емес. Қазанды қайнататын негізгі отын бағанағы томар, сексеуіл, көмірі. Арман деген нәрсе, бауырым, арман деген нәрсе сол пештегі тамызық сияқты. Бір нәрсені армандайсың ғой. Бай болсам екен, білімді болсам екен, әлемге саяхат жасап араласам екен, немесе бір сүйгеніме қосылсам екен, әке шешеме мынандай қызмет қылсам екен деп бір нәрсені адам армандайды. Бірақ арман пешке салған тамызық отын секілді. Кішкене салдың, тұтатып жібердің, ары қарай. Адам өне бойы арманмен өмір сүруге болмайды. Сен бірдеңкені армандап жүрсің, 40 жыл болды соны армандап жүргенге, немесе 10 жыл болды соны армандап жүрген. Жоқ. Армандадың ба? Арман тек қана жалт-жұлт өткен бір аз уақытты қана қамту керек. Армандадың, ары қарай нақты қадам бастау. Шетелге саяхатқа қыдырғың келді ма? Бірінші жайлап тіл үйрен. Еңбек ет, ақша жина, әрекеттене баста. Сөйтті сол арманыңа қолыңды жеткіз. Ал кейбір адамдар бар, күнде кешке жатып алып 1 сағат армандайды бірдеңкені, бірақ сол арманына бір шақта жасамайды. Армандап жүргеніне 3 жыл болды, әлі шет тілін үйренген жоқ. Армандап жүргеніне 5 жыл болды, әлі 5000 теңге жинаған жоқ. Сондықтан менің сіздерге өзімнің армандауым сол. Мен де армандаймын. Бір кезде армандадым былай деп. Асыл арна деген рухани телеканал ашсам деп армандадым. Армандадым да, бірақ ертесіне таңертең тұрдым да, барып үлкен ағалармен ақылдастым. Барып спонсорлар іздей бастадым. Анаған бардым, мынаған бардым. Сол кезде армандадым, шіркін Асыл арнаны ашқаннан кейін соның презентациясын жасап, 3 жылдан кейін елбасының алдына барсам ғой. Сөйтіп елбасына Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мына канал жайында айтып берсем ғой дедім. 3 жылдан кейін деп армандаған ем, ол арманым 2 жылдан кейін орындалды. Қарасам, мен каналды ашқаннан кейін 2 жылдан кейін елбасының алдына барып презентациясын жасап тұр екен, бір қарасам. Сондықтан армандаңыз, арман жақсы. Бірақ арман деген бағанағы пештегі негізгі отынның алдындағы тұтатып жіберетін тамызық бар ғой, сол сияқты ғана болу керек. Адамның өмірінде арман болады және мақсат болады. Менің айтып отырғаным сол арман мен мақсатты ажырата алу керек. Армансыз адам болмайды. Қанатсыз құс болмаған сияқты армансыз адам болмайды. Адам армандауменен идеяларды жүзеге асырады көбінде.
Шіркін сол нәрсеге қолым жетсе екен де бар ма? Бірақ сіз оны ұзақ армандай берсеңіз қияли болып кетесіз. Сосын біраздан кейін сіз соған өзіңіз арманыңыздың ішіне кіріп аласыз да содан шыққыңыз келмей қалады. Нақты істермен айланысқыңыз келмейді. Құр армандап жүре бересіз. Арман біраздан кейін махаббатқа, арман біраздан кейін қиялға, одан кейін барып ең соңында сізге пайдасы жоқ бір рухани дертке душар етеді адамды. Махаббат та сондай. Махаббаттың өзінде де махаббат мынандай болу керек. Менің өзімнің махаббат туралы түсінігім мынандай. Абай атамыз айтады: махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңыз дейді. Махаббатсыз болмайды. Ана айғырдың биеге деген құштарлығының өзінде махаббат жатыр дейді. Адамның да еркектің әйелге, әйелдің еркекке деген махаббаты болады. Бірақ үйленгенге дейінгі, ақ неке қиылғанға дейінгі махаббат ол бір анау ұлпа қар болады ғой бір. Ұлпа қар жауады, үф десең ұшып кететін бір қарлар болады терезенің алдында тұратын. Үйленгенге дейінгі, неке қиылғанға дейінгі махаббат ол өте тәтті, шырын махаббат болады. Бірақ оның басы бірікпейді, құндылығы жоқ, үф десең ұшып кететін бала махаббат болады. Көбінде осы бала махаббатпен адамдар әртүрлі қасіретке ұрынып қалады. Дұрыс таңдамаппын, көзім түк көрмей қаптым, ғашық болам деп. Сөйтіп махаббаттың себебінен аспан мен жердің арасында ұшып жүріп неге ұрынғанымды өзім білмей қаппын деп қаншама қыздар мен ұлдар айтып жатады. Бірақ сіздер бір нәрсені ажыратыңыздар. Еркек пен әйелдің арасындағы шын махаббат некеден кейін басталады негізі. Бір-бірін көрмесе тұра алмайтын, бір-бірін сағынатын, сол еркегі әйеліміз екен деп, әйелі күйеуім кисе екен деп тұратын махаббат негізі ақ некеден кейін басталады. Бұл Французда да, Италияда да, Бразилияда да, Қазақстанда да барлық жерде адамның дүниесі осы ғана. Бірақ өкінішке орай әртүрлі жауыз идеологиялар менен, әртүрлі бір жаулаушы пиғылдағы мәдениеттердің себебінен біз махаббат жайында ойымыз ауысып кетті да. Біздің бүкіл махаббатымыз үйленгенге дейін. Үйленгеннен кейін бізде махаббат емес, бір түрлі сыйласу ма, бір түрлі бір көну ма, бір-біріңе деген бір әйтеуір бір шарасыздық па, сондай нәрсе сияқты қалыптастырып жіберді. Негізі шын махаббат үйленгеннен кейін басталады. Үйленгеннен кейін ортаңда балаң кеп бір махаббатыңды арттырып жібереді. Өмірде бір қиыншылықтар болады, содан бірге күресіп өтесің. Сол кезде махаббатың күшейеді. Сөйтіп ең соңында 70-80-ге келгенде кемпір шал болған кезде бір-біріңсіз шай іше алмайтын, бір-біріңсіз паркке қыдыра алмайтын. Сондықтан айтарым, қазақ ақ некеге дейін адал төсегін былғамаған ғой бауырлар. Үйленгенге дейін жатқан, тұрған, бірге бір-біріндегі қызықтың бәрін көріп қалған, уже енді екеуі үйленіп, ары қарай өмір сүрейін десе, бір-біріне қызық емес. Бір кезде қолы жетпей, кездесуге құштар болып, бір көруге құштар болып, бір сөзін естуге құштар болып тұрған махаббаттар, барлық нәрсе кәдімгі дозасын полный алып қойғаннан кейін, ал енді той өтті, үйленді, ал енді рахаттаныңдар деп екеуін бөлек квартираға шығарып жібергенде, біреу терезеге, біреу телефонға қарап отыр бұлар. Неге? Бүкіл қызықтың бәрін көріп қойған, екеуіне жаңалық жоқ. Ашатын жерін ашып, шешетін жерін шешіп, айтатын сөздің бәрін айтып тастаған. Екеуіне түк қызық қалмаған. Енді тек қана жалығу басталады. Неге? Қол жетімді нәрседе қызық қалмайды. Екеуі бір-біріне қол жетімді болып қалды. Ал бұрын неге қызық болды? Себебі анау ана үйде, мынау мына үйде, бір-бірін көрмесе тұра алмайды. Сондай құштарлықпен болды да, бір-бірлеріндегі махаббаттың дозасын түгел жұтып алғаннан кейін енді үйленіп кеп, енді қызық басталады екенсе, керісінше жалығу бастады. Мынаның қай жеріне қызыққам деп. Мынаны неменеге алған, мынаған неге тигем деген сияқты. Сосын барып ырың-жырың, ортада бүлік, сонымен шаңырақтар күйреп қап жатыр. Негізі ақ некеге дейін адал болып, бір-біріңнің қадіріңді білсең, ертең үйленгеннен кейін сваркіленген железобетон сияқты жабысып қаласың да бір-біріңе. Өйткені бәрі қызық, бәрі тәтті болып тұрады. Ал енді ақ некеге дейін бүкіл нәрсе шаруа біткен болса, онда гарантия жоқ. Ертең жаңа түкірікпен жапсырған қағаз сияқты шен фүк деп шығып кетесің. Ең үлкен арманым қазір, шіркін қазақтың ұлдары намысты болса, сөйтіп ең әуелі әке-шешесін риза қылып, туысқандары менің братишкам, менің братаным жүр ан жақта, сонымен ақылдасайыншы деп сөйлесе алатындай болса, қазақтың қыздары сырын, мұңын әкесінің мойнына еркелеп, шешесінің жүрегін уайымдатпай, сондай бір көркем күйде қоғамға араласып, осы отырған қыздар ертең қоғамның керексіз кесегі болмай,
дүниеге ұлттың тағдырын ойлайтын, ұлы тұлғаларды алып келетін анаға айналса деген арманым бар. Себебі кеше білімі сіздер сияқты емес, әлемді көрмеген, әлемнің бірнеше тілін білмейтін, тренингтерге коучтардың кітабын оқымаған Зере сияқты әжелеріміз, Ұлжан сияқты әжелеріміз мыңжылдық тұлғаларды дүниеге алып келген еді. Жай қазақ үйінде отырып, қой сауып, құрт жеп отырған жай ғана сол төңіректің әңгімесімен ғана өскен әжелеріміз мыңжылдық тұлғаларды туғызып, тәрбиелеп, әлемге соларды паш еткен еді. Ал қазір біздің білмейтін тіліміз жоқ, оқымаған біліміміз жоқ, кимеген киіміміз жоқ, жақпаған креміміз жоқ, білмейтін нәрсеміз жоқ, бірақ әлемдік тұлға емес, әке шешесін риза қылатын бала тәрбиелей алмай жатырмыз ғой, өкініштісі. Міне менің арманым, осы отырған ұлдар намысты боп, сондай қазақтың қызығын көрген кезде көшеден фигурасын ничего емес, мына қызды біреу пайдаланып жылатып кетпесе екен деген сөзді аузын толтырып айта алатын жігіттер болса екен. Ал қарындастарымыз бірінші кезекте ана боп, мынау құлдықтан құтылып, отарлық санадан шыға алмай, еңсесі езіліп тұрған еліміздің ертеңіне арқа сүйеу болатын, ұл қыздарды дүниеге әкелетін ана болса екен деген арманым бар, бауырым. Адамзат баласы дәл қазіргі біздің уақытымыздағыдай ер мен әйелдің, қыз бен ұлдың бір-біріне доступный болған кезін көрген емес. Әлеуметтік желінің, WhatsApp-тың, әртүрлі Instagram, Telegram соның арқасында біз бір-бірімізбен төсекте жатып сөйлесе беретіндей, ұлы сөзде ұяттық жоқ, дәретханада отырып та бір-бірімізге сообщение жаза беретіндей жағдайға жеттік. Бір кезде қазақтың өлеңдерін қарасаң, босағаға сүйеніп тұрып, боз үйден шығып қарадым. Мен босағаға сүйеніп тұрып, кетіп бара жатқан, мысалға Қыжыбек босағаға сүйеніп тұрып төлегенін ойлады деген сияқты болатын. Қыздың ұлды ойлауы өзінің үйінде босағада тұрып, анау сайда жүріп төлегенді ойладым, немесе бір үңгірдің ішінде күтіп жатып төлегенді ойладым емес етін. Босағада тұрып, үйімде тұрып, әке шешемнің қасында тұрып ойладым болатын. Қазір енді дәретханада отырып сообщение жаздым, ан жақта отырып бүйттім, кофе ішіп отырып сөйттім, боп кетті барлығы. Соның себебінен біз шекаралардан өтіп кеттік бір-бірімізге. Соның себебінен де қыздардың ұлдарға сенімі қалмай, ұлдар да қыздарды аяқ асты қылып жатқаны сол. Қыз аяқ асты болған елде еш нәрсенің қадірі болмайды, осыны біліп алыңыздар. Баяғыда бір патша көрші екі мемлекетті жаулап алғысы келіп, соларға шпион аттандырған екен. Сөйтіп келген кезде бірнеше сұрақ қойған екен, сол сұрақтың ішінде мынандай маңызды сұрақ болған екен. Еркектерінің қыздарға қарым-қатынасы қалай екен, қыздары қалай екен дегенде, бір елге бардық, қыздары доступный екен, ойнадық, күлдік, білгеніміз жасадық депті. Екінші елге бардық, қыздарын ағасы да, әкесі де қырық үй боп қызының абыройын ойлап отырады екен, қыздарына қолымыз жетпеді, сонымен қиналып қалдық депті. Сонда айтыпты, мына екінші елге тиісе алмаймыз, ал ана бірінші елді оңай жаулап алады екенбіз. Себебі қызының арын ойламаған ел барын ойлай алмайды, ол елдің қызы аяқ асты болған елде басқа құндылық болмайды деген екен. Себебі қыз ұрпақ тәрбиелейтін адам. Қыз ол біздің еліміздің тілеуін тілейтін ең құндылығымыз. Ол алтыннан да, ол бриллианттан да, ол мұнайдан да, ол мыстан да қымбат нәрсе. Қыз сырласады, қыз тілеуін тілейді, қыз деген ұрпағыңды өсіреді. Қыз ол құндылық. Сондықтан біз қазір мемлекеттік шекараны бұзамыз ба? Бұзбаймыз, өйткені заңнан қорқамыз. Біз бір охранасы бар үйдің талтаңдап ауласына кіріп бара аламыз ба? Кіріп бара алмаймыз. Злая собака деп жазып қойса да сол үйге емін-еркін кіре алмаймыз. Ал бірақ біз кез келген қыздың жүрегіне, немесе кез келген қыздың территориясына оп-оңай кіреміз. Дүниеде қазір қыздан доступный, қыздан аяқ асты нәрсе болмай тұрғаны, қандай достық туралы айтуға болады бұндай жерде, мысалға да. Өйткені достық деген нәрсе не ол? Достық деген нәрсе ол таза нәрсе. Достық деген нәрсе ол бір құнды нәрсе. Біздіңкі достықтан ары қарай өтіп кеткелі қай заман?
Сондықтан қыз бен жігіттің арасындағы достық ол осыдан 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын болған шығар. Қазір қыз бен жігіттің арасындағы достық емес, ол белгілі бір дәрежеде интимдік әңгімеге, белгілі бір дәрежеде қазір бір-бірінің құпия территорияларына кіріп кету деп есептелінеді. Сондықтан да мен айтар едім, мүмкін болғанынша шама қолымыздан келсе әрине сырттай сыйласқан жақсы. Бірақ сен бір нәрсе бар. Алдыңа керемет дәмді тамақ келіп аппетитің ашылды ма, сен қарның тойып тұрса да жейсің да оны. Сол сияқты қызбен достықта сен шекарадан сәл аттадың ба, ол достық болмайды. Ол басқа бір нәрселерге ұласып кетеді. Сондықтан да достық құнды нәрсе. Ол бірақ бір жұп-жұқа перде сияқты ары бері өтіп кетуі оп-оңай нәрсе. Бағанан бері менің айтып жатқаным сол, сіз қыз құндылық, оған не істесем сол алдымнан келеді десеңіз ғана, сіз сол бір достығыңызды сақтап, тілеулес болып, соменен сыйласа аласыз. Ал енді қызды құндылық деп есептемесеңіз, қызбен еш уақытта дос бола алмайсыз. Қасқыр мен қой дос бола алмайтын сияқты. Ал дос болу үшін оны сіз құндылық деп есептеуіңіз керек. Бұл қыз менің ауылымның қызы, немесе менің классымның қызы, немесе менің колледжімнің қызы, сол қыз бақытты болса екен, өзі бір жақсы оқитын тәртіпті қыз, соның бір жол ашылса екен десеңіз, сіз онымен дос бола аласыз. Ал енді сұлу екен, неше екен, қылықты екен, күлкісі әдемі екен, үстінде киімі жарасады екен десеңіз, дос бола алмайсыз. Өйткені сигнал сіздің нәпсіңізге, шахуатыңызға барып түседі. Ал сіз нәпсінің көзімен қараған кезде еркек пен әйел, қыз бен жігіт дос бола алмайды. Олар бір-бірін пайдаланады. Ал достық қай кезде болады? Сіз оны ценность, құндылық деп қараған кезде ғана дос бола аласыз. Міне менің айтарым, қыз бен жігіттің арасындағы достық сақталады қай кезде? Қыз деген менің қарындасым, қыз деген менің әпкем, қыз деген менің мемлекетімнің болашағы, ұрпақтарды дүниеге әкелетін болашақ ана деп қарасаңыз, дос бола аласыз. Ал енді әдемі қыз екен, аты кім екен, аккаунты қандай екен, статусына не қойыпты дейтін болсаңыз, ол дос бола алмайсыз. Ол достықтың әп-сәтте арғы бетке өтіп кетесіз. Сіздерге осындай бір құндылықтардың қадірін білетін қайырлы достықты тілеймін. Бірінші кезекте Құдайдың құлымын. Мені жаратты, өмірге адам болып келдім, адам болып өткім келеді. Адам болып келдім, адам болып өткім келеді. Екінші ұстанымым, кез келген адам бір ұлттың мүшесі. Қандайда бір оның гені бар, қандайда да оның бір қаны бар. Анадан келген сүт бар, әкеден келген күш бар. Сондықтан мен қазақ деген ұлттың ұлы болғаннан кейін сол елге қызмет еткім келеді. Сол қазақ елінің еңсесі төмен болмаса екен, сол Қазақстанның көк туы биік болса екен, әлемнің алдында абыройлы болсақ екен, осы елде тұтастық болса екен, осы елде бүлік болмаса екен, осы елде соғыс болмаса екен, осы елден береке қашпаса екен деген бір азаматтық ұстаным менің әрдайым жүрегімде жүреді. Сондықтан көшеде келе жатқан кезде бір мусор жатып, соны урнаға, жердегі жәшікке беріп тастаған кезде де өзімнің ниетімді туралап, ниеттеніп тастағым келеді. Ниет деген не? Жай былай қарасаң алдың, тастай салдың ғой енді. Жоқ. Мемлекетім ғой, мынау менің мемлекетім тротуары, мынау мемлекетімнің бір тазалығына кішкентайда болса менің үлесім болсын деп тастаймын. 18 миллион адам сөйтіп ниеттеніп жүретін болса өмірде, шынында да онда біздің мемлекетімізде шешілмейтін сұрақ қалмайды. Сондықтан ұстанымым сол. Екінші ұстанымым, бауырлар, ол біреуге пайдам тимесе де зияным тимесін деген ұстаным. Пайдам тимей қалуы мүмкін, өйткені ақшам барлық елге бере беруге жетпеуі мүмкін, жұрттың бәріне барып кездесу өткізуге уақытым жетпеуі мүмкін, семьямменен керемет бір сенбі жексенбіні өткізуге уақытым жетпеуі мүмкін, жақсылық жасауға шамам жетпеуі мүмкін, бірақ жамандық жасамауға мүмкіншілігім бар ғой. Біреу туралы ғайбат айтпауға, біреудің сыртынан өсек айтпауға, біреу келіп саған бір өтініш айтқанда, соны ең құрғанда шаруасын шеше алмасаң да күліп шығарып салуға шамаң бар ғой. Сол сияқты біреуге пайдам тимесе де зияным тимесе екен деген ұстанымды өзіме ұстаймын. Мен әжем өмірден өтіп бара жатқан кезде
мынандай бір өтініш айтты. 2 сағаттан кейін өмірден өтті. Сол 2 сағат қалған кезде әжем мені шақырып алып, мынандай 4 ақыл айтты. Онда мен 16 жаста едім. Балам деді, арақ шарап пен шылым темекіге жақындамай ақ қойшы. Сол ешбір пайдасы жоқ, көріп отырсың ғой деді. Енді өмірден өтіп бара адам болғаннан кейін, әйтпесе оны елдің бәрі айтып жатыр ғой. Жүрегіме сақтап қойдым. Екінші айтқаны, балам, бос уақытыңды бос нәрселермен өткізбеші деді. Как раз 91 жылы мен мектеп бітіріп атқанда Совет одағы керемет вагондарда неше түрлі Брюс-Лидің киноларын көрсетіп, елдің бәрі шаки ойнап төбелесіп, көшеде былайша айтқанда екінің бірі рекет болып, бір-бірін шешіндіріп сөйтіп жатқан бір 90-шы жылдар еді. Біздің жастық шағымыз соған сәйкес келді. Оның үстіне мен спортпен шұғылданғам, достарым бәрі спорт школаның балалары, кәдімгі дүрілдеп сөйтіп тұрған кезіміз еді. Соны сезді-ау деймін әжемде. Одан кейінгі айтқан нәрсесі, туысқандармен еш уақытта қарым-қатынасың дүзбе. Жақсы туысқанымен әркім араласады. Сен мықты болсаң, нашар туысқаныңмен аралас деді. Бермегенге бер, бармағанға бар деді. Осы 4 ақылды алдым. Құдайға шүкір, қазір жасым 45-ке келді. Не бір қызыл жасыл ортада жүрдім, шетелде болдым, бірақ бір штук шылым шегіп көрген жоқпын, 1 грамм шарап ішіп көрген жоқпын. Содан бір кенде боп, шіркін-ай, шарап ішпегеннен ұтылып қалдым-ау, шылым шекпегеннен біреу маған бағаламай қалды-ау деген өкініш жоқ. Жасым 45-ке келді, бір штук шылым шекпегеннен әлі күнге дейін миым дұрыс жұмыс істеп жаттау қабілетім орнында, шарап ішпегендіктен басым істемей қалып біреуді ренжіткен жерім жоқ. Сондықтан бауырлар, екінші нәрсе, туысқандарымменен де қарым-қатынас жасауға тырыстым. 18 жасымда Алматыда айтыс болып, Республика сарайында. Сол айтыстан двухкомнатный квартира ұтып алдым. Айтыста, еңбегіммен. Бірақ соның ақшасын берді маған. Есімде жоқ, $5000 еді сондай. Сол ақшаны аласап, әжемнің ақылы есіме түсіп, бұл менің 3-ші курсым. Бірден ауылға тарттым. Ауылыма бардым да, бір ағам, әкемнің інісі қиналып жүрген еді, соған $3200 үй алып бердім. Әке шешеме 2 сиыр, 15 қой алып бердім. Тағы бір көкем КамАЗ айдайтын еді, со КамАЗдың авария болып, бұзылып жөндей алмай отыр екен, соған ақшаны бердім. Сөйтіп $5000 басына су құйып, Алматыға қайтып келдім. Столовыйда тамақ жетін ақшам болмай қалды қалтамда. Қазір ойлап отырсам, одан кейін әрине талай жақсылықтарға жеттім. Айтыстан 20 машина мініппін. Әртүрлі жеңімпаз болып. Айтыстан әртүрлі жақсылықтарға жетіппін. Сол туысқандарға бірінші тапқан табысымды апарып бергеніме әлі күнге дейін қуанам. Неге? Соның мінекей солардың батасы менен, соның шарапатын осы жасыма дейін көріп келе жатырмын. Сондықтан бір теңгеңіз болса, бір жылы сөзіңіз болса, туысыңызға, туғаныңызға, жақыныңызға жәрдемдесіңіз. Себебі біз ағылшын емеспіз, француз емеспіз, америкалық емеспіз. Олардан дүниенің жақсы қасиеттері болса аламыз, бірақ өзіміздің жақсы қасиетімізді тәрк етуге болмайды. Қазақ туысқаншыл. Қазақтың бүкіл менталитеті мен тамыры, оның бүкіл ұлы қасиеті туыстық байланыста тұр. Сондықтан ол біздің геніміз болғандықтан, ұлттық кодымыз болғандықтан осы нәрседен айырылмайық. Абай атамыздың биыл 175 жылдығын тойлап жатырмыз. Сол Абай атамыз не деп отыр? Сенің ұлы принципің адамшылық болсын дейді. Бермегенге бер, бармағанға бар дейді. Сондықтан сол Абай атамыздың мұрасына, Абайдың өнегесіне біз аманатшыл боламыз десек, осы нәрселерді сақтауымыз керек. Мінекей менің ұстанымдарым, бауырым. Сәлеметсіз бе? Менің сізге қоятын сұрағым бар еді. Біздің мамандығымыз мұғалім, яғни біз болашақ мұғалімдеріміз. Сіз болашақ мұғалімдерге қандай кеңес берер едіңіз? Баланың болашағына тікелей жауапты үлкен мамандық егесі. Негізі перзентті ұрпақты жалғыз мұғалім ғана тәрбиелей алмайды. Тек қана ата-ана ғана жауапты емес. Абай атамыз айтады ғой, қоғамда бір адам бір жағдайға ұшыраса, оның замандасының бәрі виноват дейді. Ата-анасы да, замандасы да, кластасы, курстасы, достары бәрі жауаптымыз. Соның ішінде бірақ енді мұғалімнің мойнындағы жауапкершілік ең үлкен дүние. Біріншіден, мұғалім болу үшін өз кәсібіңді сүю керек. Адам өзінің мамандығын жақсы көрмейінше одан нәтиже шығара алмайды. Дәрігер өзінің мамандығын, тіптен сіз шопыр болсаңыз да, өзіңіздің мамандығын жақсы көріп, бастығыңызды күтіп отырудан ләззат алуыңыз керек.
Бастығым бір жерге кіріп кетті, үлкен шаруа бітіріп жатыр, ал мен соны қанын ішпей мына жерде күтіп отырмын десеңіз, осы үшін сауап жазылады, осы жұмыс берекелі болады. Таксист болсаңыз да жұмысыңызды жақсы көруіңіз керек. Мен жаңа ана көшеменен пробкаға түсіп қалатын едім, мына көшемен пробкасы алып өттім, десеңіз, содан ләззат алып энергия аласыз. Мұғалім болудың да ең үлкен бірінші шарты өз кәсібіңізді жақсы көру. Екінші нәрсе, мұғалім болу үшін сіз баланы қазір толық білуіңіз керек. Бала қандай заманда өмір сүріп жатыр? Ойында не бар? Қандай құндылықтар? Қазір ол нені жақсы көреді, нені жек көреді? Оған ұрысып келген дұрыс па? Мақтап келген дұрыс па, жақтап келген, бірге онымен бірге тауға шығу керек па, онымен бірге кофе ішу керек па, немесе чатта отыру керек па, оның аккаунтында жазылып ап, не жазып жатқанын көріп отыру керек па, білмеймін. Ол баламенен бірге өмір сүру керек. Ол баланың қай бағытта кетіп баратса, қандай әлемнің ішінде өмір сүріп жатса, сіз содан хабар болмайынша баланың жүрегін аша алмайсыз. Сондықтан қазіргі мұғалімдерге артылатын ең үлкен міндет тек қана кәсібилік, біліктілік қана емес, білімділік қана емес, баланың жан дүниесін, өмір сүріп жатқан ортасын, өмір сүріп жатқан заманның ағынын білетін көрегенділік, сұңғылалық керек мұғалімдерге. Ахмет Байтұрсыновтар кешегі ұлт ұстазы болған. Сол кезде қазақ қоғамының тамырын дәл тапқа салған. Сондықтан да олар көп нәтижелі жұмыс жасады. Әлі күнге дейін олардың жұмысының бізге пайдасы тиіп жатыр. Абай да ұлттың ұстазы, Абай да мұғалім. Ол да төңірегін толық зерттегеннен кейін барып пайдалы жұмыс жасай алған. Сіздерге де айтар насихат тілегім сол, балалардың жүрегін зерттеңіздер, ішкі дүниесін біліңіздер, сырласыңыздар, сол кезде ортада нәтиже көп болады деп ойлаймын. Қазақстанда ақылды адам көп, Қазақстанда батыр адам да көп. Мен уайымдамаймын, Қазақстанда адамдардың ақылы болмай қалады, Қазақстанда білім болмай қалады, Қазақстанда білімді адам болмай қалады, Қазақстанда маман болмай қалады деп уайымдамаймын, 10 жылдан кейін болсын, 20 жылдан кейін болсын. Мені уайымдататын ең үлкен нәрсе, ауызбіршілігімізден айырылып, бір-бірімізді түсінбей, берекеміз қашып, 10 жылдан кейін осы жеткен жетістігімізден айырылып қалмасақ екен деген нәрсе уайым маған. Біз қазір батыр ұрпақ болмағандықтан зардап шегіп жатқан жоқпыз. Жұмыстан көзі де қорықпайтын, қолы да қорықпайтын еңбекқор адамдардың аздығынан зардап шегіп жатырмыз. Біз талантты адамдардың жоқтығынан зардап шегіп жатқан жоқпыз. Сол талантын тәртіпке бағындыратын адамдардың аздығынан зардап шегіп жатырмыз. Сондықтан қазіргі ең басты айтарым жастарға, 10 жылдан кейін егер үлкен жетістікке жетеміз, 10 жылдан кейін бұдан да көп игіліктерге жетеміз, егер біз қазір ақпараттың дұрысы мен бұрысын, жаманы мен жақсысын ажырата алсақ, ақпаратқа иммунитетіміз болса, күндіз түні WhatsApp-тан ойбай анау құртып жіберіпті, Қытайға сатып жіберіпті, мына жақтан бәле келе жатыр екен, жерден түген шығыпты, аспаннан бәлен жауыпты, анау ішіп кетіпті, анау шегіп кетіпті, анау ойнақ қойыпты, анау жатып қойыпты деген сияқты ақпараттарға жүрегімізді мусорға толтыра берсек, ең соңында ва деп жарыламыз. Сол кезде не болады? Туған шешесіне жала жауып отырған адамдардың заманында өмір сүріп отырмыз біз. Туған туысынан жақсылық көре алмай отырған, өзіне жақсылығы өткен адамдарды аямай жатқан адамдардың заманында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан сіздерге тілейтінім, сұрайтыным бір-ақ нәрсе. Бұрын қазақ ауылға қарай атпен шаппа дейтін. Неге? Өйткені атпен шапқан адам бір ақпарат әкеле жатыр деген сөз. Сол бір жаман хабар әкеле жатыр ма деп, екі қабат әйелдің баласы түсіп қалатын болған. Ән жерде отырған адам давлениесі көтеріліп кететін болған. Ана ас құйып отырған әйел шайт төгіп алатын болған. Неге? Біреу атпен шауып келе жатқанда жау шапты деп айтам екен, я болмаса бір бәле келе жатыр деп айтам екен, немесе қойға қасқыр шапты деп айтам екен. Бір страшный хабар әкеле жатқан кезде не болатын? Ауылға атпен шабатын. Ана Қыжыбектің киносын көрсеңіздер, ауылға Қыжыбек Бекажан атпен шауып келеді де есіктің алдында тұрып, жау шапты, алдияр тақсыр, Ақжайықтың жағасы қанға боялды, жау шапты. Сондай жаман хабарды әкелген кезде ауылға атпен шабатын болған. Ал енді қазір сіздің WhatsApp-ыңыз, сіздің жаңағы Instagram-ыңыз, Facebook-ыңыз жаман хабарға, яғни ауылға атпен шапқан адамға толып тұр да. Ешкімді аяп атқан жоқ. Төгіп жатыр ақпаратты. Міне осыған сіздің иммунитетіңіз болып, қойшы.
тыныштық берші, мен өзім шаруамен айналысайын. Маған қатысы жоқ нәрсені айтпашы. Міне бір бәле болды осы ақпарат деген. Маған қатысы бар нәрсемен айналысайын, қатысы жоқ нәрсені деп бүйтіп ысырап тастай алсаңыз, онда біз ел ретінде ынтымақ бірлігіміз сақталып, 10 жылдан кейін де, 100 жылдан кейін де берекесі тасыған елге айналамыз. Баяғыда бір ақсақ пен соқыр болған екен, жігіттер. Ақсақ пен соқыр болған екен. Ал жаңағы соқырдың көзі көрмейді, ақсақтың аяғы жұмыс істемейді. Сөйтеді екен да не істейді? Ақсақ соқырдың желкесіне отырып алады екен. Екеуі бір өңірде өмір сүреді. Ақсақ соқырдың желкесіне отырып алады, соқыр көрмейді, ақсақ жолда айтып отырады. Оңға жүр, солға жүр деп. Сөйтіп екеуі керемет күн көрген екен. Үңгірде жатып, тамағы тоқ, көйлегі көк, екеуі күн көрген екен, дос болған екен. Сөйтіп жүргенде біреулер отырып айтыпты. Мына екеуінің достығы ажырамайды-ау десе, екінші бір жаман адам айтыпты. Ол екеуін быт-шыт қылып ажыратып жіберуге болады деп. Жоға, мүмкін емес. Екеуін көрмейсің ба? Бірін бірі көтеріп жүр. Бірін біріне жол көрсетіп, бір-бірінің тамағын тауып жеп жүр деген кезде, жаман адам айтып, мен саған бәстесесің ба, мен екеуін ажыратып жіберем деп. Ой, қой, қалай ажыратасың? Өйткені екеуі ажыраса аштан өліп қалады. Соқыр көзі көрмейді, аяқ жүре алмайды, ақсақ деген кезде анау жоқ деп. Екеуі үңгірде жатқан кезде келеді де үңгірдің аузынан айғайлайды. Ей, ақсақ, соқыр барсыңдар ма дейді. Ей, бармыз дейді. Ей, мына бір тәтті тамақ әкелдім, осын жеп алыңдаршы дейді да кетіп қалады. Соменен ақсақ еңбектеп келеді. Сөйтіп үңгірдің аузына келсе, ештеңе жоқ. Ары қарайды, бері. Мына жақтан соқыр айғайлайды. Не болды? Кешігіп кеттің ғой дейді. Ей, тамақ жоқ, жаңағы бірдеңке әкелдім деп еді, ештеңке әкелмепті дейді. Ей, қой, сен өзің жеп алған шығарсың, сонша кешігіп. Сондай болам екен дейді. Жоқ екен деп қайтып келеді. Екеуі ұрысып қалады. Сонымен сол ұрыстың соңы екеуі екіге бөлініп кетеді да, ақсақ бір бұрышта, соқыр бір бұрышта қайтыс болып кеткен екен да. Біз осы ақсақ пен соқырдың басынан алатын ғибаратымыз не? Қазір билік жаман, халық қиянатқа ұшырап жатыр. Ойбай, мына билікті құртыңдар, ойбай, мына халыққа бүйтіңдер деп екі ортаға от салып жатыр әртүрлі жағдайлар. Бірақ бір нәрсені біліңіздер, менің ұстанымым. Мен билік пен халықты бөлмеймін еш уақытта. Екеуі бір халық. Билік ол ұлықтар, яғни біздің ортамыздан өсіп шыққан, қолына құзырет берілгендер, ал мына қаймана қазақ ол бұқара халық деп аталады. Бірақ екеуі бір халық, екеуін бөлуге болмайды. Біз кімді тәрбиелеп шығардық, солар ан жақта отыр. Жерден бу көтеріледі, бу бұлт болады да қайтадан қар, су, бұршақ болып қайтып жауады. 1 грамм бу бір жаққа кетіп қалмайды. Жерден 100 тонна бу көтерілсе, 100 тонна су болып қайтады. Сол сияқты қауым, халық, сіз бен біз коррупционер ма, пайда күнем ба, қатыгез ба, тас жүрек ба, жомарт па, кеңпейіл ма, ақылды ма, дана ма, қандай ұрпақ өсіріп шығамыз, соның қарым-қатынасының нәтижесін көреміз. Сондықтан сіздер кешегі Марғасқа жырау, Жиембет жырау, Бұхар жыраулардың бәріне қарасаңыз, еш уақытта халық пен билікті бір-бірін айдап самаған. Керісінше билікке ана халықтың жағдайын жаса деп, ал халыққа биліктің мазасын ала берме, тілеуін тіле деп бір-біріне осылай ынтымаққа шақырған. Ал қазір әртүрлі ақпараттар мен аккаунттар не істеп жатыр бізге? Ананы көрдің бе? Анандайға батыр. Ананы көрдің бе? Анандайға батыр деп лупамен үлкейтіп көрсетіп жатыр. Мысалға сіз бір қызбен жүріп жүрсеңіз, сол қыздың сізге бар қоя мұрнын үлкен қып суретін шығарып әкелсе, мұрнының мына жердегі петноларын, сыртына шығып тұрған майын көріп, сіз ананы алғыңыз келмей қалады. Я болмаса жігітіңіздің бетіндегі түктерін сізге лупамен шығарып әкеп берсе, ананың бәрін бетін жүн басып кеткен сияқты невозможно, қойшы деп қашып кетесің. Өмірде кемшілік жоқ емес, бар, бірақ оны үлкейтіп көруге болмайды, как ес көру керек. Сондықтан мына 10 жылдан кейін қалай деп өтсіз ғой? 10 жылдан кейін бізге ынтымақ, бірлік керек ортамызда. Мына мемлекеттің, мына тәуелсіздіктің қадірін біліп, әртүрлі жаман ақпараттарды сіз мұсырны яшік емес қой, әркім сізге қақырып кететін, түкіріп кететін. Біреудің өсегіменен, біреудің жамандаған сөзін көтеріп жүретін сіздің жүрегіңіз мұсырны яшік емес, сіздің жүрегіңіз ең аяулы, ең таза, ең мөлдір, ең құнды нәрсе. Сол жүрегіңізді сақтаңыз әртүрлі ақпараттан. Сол кезде 10 жылдан кейін де, 100 жылдан кейін де берекесі тасыған елге айналамыз. Жеке өміріңізге қатысты болып кетуі мүмкін, бірақ айтамыз ғой, сүйінбейтін тұяғы жоқ деп. Сүрінбейтін тұяғы жоқ. Осыған дейін өзіңіздің қателесіп, әттеген дейтін кездеріңіз болды ма? Бізге сабақ болатындай. Енді жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Мен сол кезде де білгем өкінетінімді. Қазір де
әрине сөзсіз өкінем. Әсіресе студенттік кезде пайдасын көре тұра тексермедім, қолымды мезгілінен кешсермедім дегендей көп үйренетін де білетін нәрсе көп еді, уақытымның босқа кетіп қалғанын өкінем айналайын. Әсіресе біздің студенттік кезде де жаман болған жоқ. Мен Казгуды бітірдім. Казгуды аспирантура оқыдым, магистратура бітірдім. Сол кезде спортымды да жалғастыруға болушы еді. Сол кезде бірнеше тілді қатар игеріп алуға болушы еді. Сол нәрселерге өкінем. Екінші, сол кезде маған ақыл айтатын ағалар көп еді. Солар кейде ренжитін, әй, сенбі жексенбі келіп кетсеші үйге, әй, сен кішкене әңгімелесетін ек бір ағаңды іздемейсің ғой дейді. Тұманбай Молдағалиев, Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова сияқты аға апаларымыздың біз жақсы көретін інілер едік. Сонда Тұманбай ағамның әлі көз алдымда, әй Мұқаш, сен 1 жылдан асып кетті, үйге келмедің ғой, қайда жүрсің бауырым, мен сені сағынам ғой деп. Болды көке, келем дедім, 6 айдан кейін қайтыс болып кеттім саға. Сол сияқты жақын, жақсы көретін, ақылын тыңдасаң өмірлік тәжірибесі бар адамдардың қыр соңынан қалмау керек екен. Әрбір солармен кездесудің қадір қасиетін біліп, уақытында қадырым. Сендердің де туған туысқандарың ішінде сондай ағаларың бар. Сендердің де жақындарың ішінде сондай көкелерің, апаларың бар. Ақыл сұрасаң жауап бере алатын, әңгіме сұрасаң саған пайдалы дүние айтып бере алатын. Солардың қадірін біліңдерші. Менің студенттік кезде де, жас кезде де өкінетінім, маған Алла осындай адамдармен кездесуді, дос болуды, аға болуды нәсіп етті, бірақ молынан пайдасын көре алмай қалдым. Екінші, уақытым сондай көп болды, бағанағы спортты да жалғастыруға болушы еді, бірнеше тіл үйренуге болушы еді, сол дүниелерді уақытында игере алмай қалдық. Қазір енді жасымыз 40-тан өткенде отырмыз, соны қайтадан ағылшын тілін үйренем ба, француз үйренем ба, қиналып отырмыз. Өйткені бала-шағаның қамы бар, қоғамның тіршілігі бар, қаншама дүние бар. Ал сіздердің қазіргі кезде осы араласатын ағалармен араласатын апалардың ақылын тыңдап, және мына мол уақытты тіл үйренуге, өнер үйренуге, қандай да бір дүниені игеріп алуға мүмкіншілік бар. Міне осы нәрседен сіздер өкінбесе екен деймін. Жақсы. Болашақ ұстаз, ұлтты тәрбиелейтін елдің жан дүниесіне бойлап, ішкі рухани ауруларын емдеп, адамдардың тұлғалық қасиеттерінің іріленуіне үлес қосатын сіздер. Менде бір алма бар, сізде бір алма бар, алмаңызды маған берсеңіз, мен алмам сізге берсем, ештен көз көрмейді, қайтадан сол сізде бір алма, менде бір алма қалады. Сізде бір ой бар, менде бір ой бар, мен ойымды сізге айтсам, сіз ойыңызды маған айтсаңыз, сізде 2 ой болады, менде 2 ой болады. Бұл сырласу, сұхбаттасу деген үлкен пайдалы нәрсе. Сондықтан осындай кездесуді ұйымдастыруға себеп болған, осы жердегі ұстаздарыңызға, Нұреке, өзіңізге үлкен рахмет. Мына осы кәсіпті бастап, сіздерге зор мүмкіншілік берген елбасымызға, Қазақстандағы бірінші ханым Сара Алпысқызына үлкен рахмет айтқымыз келеді. Өйткені қанша гуманитарлық бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Осының барлығы елдің тұтастығы, тәуелсіздіктің бізге берген тәтті жемістерінің бірі деп есептеңіздер. Менің бір ағам айтады, анау Шуда тұрдым дейді. Сонда Алматыға оқуға келеміз. Көлік жоқ, арбаның артына ілесіп жүруге рұқсат береді. Аптасына 1 рет пошта шығады дейді, анау Шудан Алматыға дейді. Сол поштаның артына рұқсат алам дейді. Сол арбаға отыруға емес, арбаның артынан жаяу ілесіп отыруға дейді. 7-8 күн қонып Алматыға дейін жетеміз дейді. Сол кезде дейді, оқитын кітабы жоқ, басқа жоқ, әріп танып алғанбыз дейді. Сонда бір қолыма газет түсіп қалса дейді, газеттің соңғы әрпіне дейін оқып шығам дейді, пайда зиянына қарамаймын дейді. Қолыма бір жерде бір тауардың шегі түсіп қалса, сол шекті оқып тастаймын дейді. Өйткені оқитын нәрсе жоқ дейді. Міне сөйтіп жүріп, ел басқарды, сол кісілер үлкен қазақтың бір қабырғалы азаматына айналды. Қазір біз уақыт та бар, денсаулық та бар, кітапхана да бар, білім ордасы да бар, тыныштық та, тұтастық та бар. Ұйықтасаң ұйқыға тоймайсың, жесең тамаққа тоймайсың, сондай бір денсаулығың ұрып тұрған кез. Міне осы кезді өкінбейтіндей қылып өткізіңіздер. Алдарыңызда үлкен болашақ күтіп тұрғанына менің ешбір күмәнім жоқ. Ең бастысы, ішкі дүниелеріңізді таза ұстаңыздар. Сіздерді Құдай жаратқанда тап-таза, пәк құлғып жаратқан. Ана әке шешесі, анау мусорный ящиктің түбінде сасып бақсып жатқан бомж бар ғой. Соны да бір кезде әкесі құйрығын иіскеп, шешесі аузына шайнап тамақ салып, сонда бір тап-таза мөп-мөлдір сәби болған. Бірақ
шатасудың арқасында, дұрыс дос таңдамағанның арқасында, уақыт пен мына нығметтің қадірін білмегеннің арқасында сасып бақсып қасынан өткен адам мұрнын басып өтетін бір адамға айналды. Ол адамның да әлі де тура жолға түсіп кетуіне мүмкіншілігі бар. Сондықтан мөлдіреп отырсыздар. Осы мөлдірлікті, тазалықты ішкі сыртқы дүниелеріңізде қабыстыра алсаңыздар, одан бетер биіктей бересіздер. Ал бірақ сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны, дей берген бауырым басыңа қырсық орнады. Адам дегеннің аяқ астынан сорлауы, сүрініп кетіп, бүлініп жүрсең болған дейді. Бір сүрініп кетсең, сенің қолыңды тартатын адам аз, бірақ ары қарай итеріп жіберетін пенде көп. Міне осыны ұғыныңыздар, сүрінбеңіздер, сүрінсеңіздер тез есіңізді жиып, еңсеңізді көтеріп, Құдайдан үмітіңізді үзбей, біліміңіз бен еңбегіңізге сүйеніп, әке шешеңіздің ақ батасы мен туысқандарыңыздың ризашылығын тұғыр қылып, алдыға қарай жылжи беріңіздер. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Осы елдің болашағы, елдің еңсесі сіздердің қолдарыңызда тұрғандығын ұмытпаңыздар. Осы Қазақстанның тағдыры маған қарап қалды деген жауапкершілікпен жүрсеңіздер, бірдеңе тындырасыздар. Істейді ғой, осы маған қарап қалды ма десеңіздер, сіз де түк бітірмейсіз, елдің де еңсесі төмен болады. Жолдарыңыз болсын. Амин.